Менің есімім Айыл Салматхан Имайұлы, Жүгенов ауылдық округінің әкімі. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес, жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде, яғни төрағасы ретінде өзімді ұсынамын. Қарсылық жоқ деп қабылдаймыз. Хатшыны сайлауымыз керек. Хатшы ретінде осы жиынға қатысушылар арасында сайлауымыз керек. Хатшыға Селебаев Боранбай экологты ұсынамын. Қарсылық бар ма? Кімді? Эколог Селебаев Боранбай. Қарсылық жоқ қой? Ендеше бір ауыздан сайланды. Сөйтіп қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялайды. Бұл қоғамдық тыңдаудың тапсырыс берушісі Westgold Mining лимитед жеке кәсіпкерлігі, жобалаушы EA Group Қазақстан жауапкершілігі серіктестігі. Қазіргі тақырып Қоскөл бір кен орнының тау-кен жұмыстарының жоспарына, қоршаған ортаны қорғау бөлімі, рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары деген тақырыптар бойынша тыңдауды өткіземіз. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері, ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері Zoom конференция арқылы қатысуда, яғни қазір Zoom арқылы бізде тікелей эфир жүріп жатыр. Ендігі кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқтала кетсек, баяндама жасауға 10-15 минут, қосымша сөйлем өндірушілерге 3-5 минуттан беріледі. Келісеміз бе? Қарсылық жоқ? Ұсыныс-сұрақтарыңыз болса, баяндамашы тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшеміз. Баяндама аяқталғаннан кейін жоба бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, аты-жөндеріңізді айтып, орындарыңыздан тұрып қойсаңыздар болады. Осы регламентпен келіссеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі регламенті бір ауыздан бекітіледі. Ендігі кезекте жоба бойынша баяндамашыға сөз кезегін береді. Рахмет. Қайырлы күн. Қоғамдық тыңдауға келген қоғам. Мен өзімді таныстырып кетейін. Бірінші есімім Акимов Дармен Ерболатович, жеке компания Westgold Mining директор орынбасарымын. Өзіңіз білетіндей, 2019 жылдан бастап осы Қоскөл кен орнында біз барлау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 2023 жылы сол барлау жұмыстары нәтижесінде Қоскөл кен орнының қоры бекітілді 2023 жылы. Содан бері біздер дайындық жүргіздік. Экология тұрғысынан проектирование дейді. Ендігі келіп жатқан себебіміз осы қазба жұмыстарын қалай жүргіземіз, қазба жұмыстары қандай экологиялық залал келтіруі мүмкін, ол залалды қалай жоямыз, сол туралы айтуға бүгін жиналып отырмыз. Енді алдында да жиналдық, одан кейін техникалық совет те болды, технический совет, сол жерде біраз баяндама жасадық. Енді бұл жерде алдында қоғамдық тыңдауларда 28-інде ең басты сұрақ су мәселесі болған еді, су мәселесі. Егер де рұқсат берсеңіздер, сол мәселені бірінші талқылап кетейік. Сол су мәселесін түсіндіру үшін арнайы екінші рет осы жерге Ақтөбеде ТО ақпандықтың бар, сегіз кезінен келе жатқан нормаларды зерттейтін, жер асты суларын зерттейтін, нормаларды бұрғылайтын үлкен компания. Сол компанияның бас директорының орынбасары Нұрлан келіп отыр Ақтөбеден. Сол кісіге қарсылық болмаса, сол кісіге сөз берейік, ол кісі баяндамасын жасасын, су мәселесі туралы. Сосын ары қарай экологтар өздерінің баяндамасын жасайды. Қарсылық жоқ қой? Содан бастасақ. Онда келесі сөзді Нұрлан мырзаға береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті тұрғындар. Есімім мен Әлімхан Оралханұлы. Мен Туға Ақпан фирмасының бас директорының орынбасары боламын. Су мәселесі жағынан. Енді өзіміздің фирманы жайлы айтып кетсем, бұрынғы біздің
Ақпан фирма бұрынғы Ақтөбе гидрогеология бой көтерген. Су мәселесі жағынан келетін болса, барын көрсетіп жіберейін. Комсомол бойынша су мәселесі бойынша келетін болса, біздің жаңағы водозаборный скважина находится в северной части от участка карьеры, да, сам условие единое. Бұл карьер жайлы мен толық мағлұматтар жоқ, сондықтан карьерге атайды. Біздің водозаборларымыз на северной части находится. Қашықтығы водозабордың на карьерге дейін, по-моему, қателеспесем 7 шақырымнан жоғары болады. Енді бұл біздің водозабор в основном изложен трещиноватых породах. Бұл дегеніміз су трещинадан келетін микротрещиналар болады, жердің бетінде, астында. Сол арқылы су келеді. Ең біздің басты мәселе, мен қарастырған ол мына карьерде взрывные работы. Өйткені при добыче жаңағы минерал, как ваша фирма? В майнинге в основном будет проводить взрывные работы. Но так как породы излагаются из кормовой ветрами, это слабые породы, взрывная волна, она достигает только по расчетам этих сейсмологов, Дарвинского опыта, можете уточнить? 800 метров. То есть она уже опрессована, радиус влияния взрывной волны. Так как у нас вода истекает через трещины, то есть волна не дойдет до нашего водозабора. Это основной момент, который мы исследуем. Далее, наши водозаборы, которые водоснабжает наш этот комсомол, получается в 2012 году мы переоценку делали для нашего водозабора. И при переоценке делается обязательно расчеты зон санитарной охраны. Это 3 пояса. В первом поясе, это в радиусе 50 метров, не должно быть никакого сооружения. Вплоть, как если грубо сказать, очистные сооружения тоже не должны быть. Потом второй радиус рассчитывается по расчетам основным моделированием. Вот это у нас получается синим отмечено здесь первый радиус, потом идет второй радиус и идет третий радиус зон санитарной охраны. Так как у нас речка находится на западе, поток нашего водоносного горизонта направлен с востока, с северо-востока на юго-запад. Вы поняли, да? То есть я сразу предварительно скажу, чтобы в дальнейшем вы уже понимали, в этих районах не должны производиться никакие работы. В этих районах. А в этих районах уже будет рассчитываться, то есть также будет высчитываться взрывная волна, если там какой-то карьер будет, это самое, в дальнейшем будет производиться. То есть не должны находиться, и им надо сделать расчеты. А в этом третьем поясе вообще карьеры исключены. Так, что еще? Это один момент. Потом второй момент, можно? Мен ана қазақша айтсам мына геологик сөздер көп орысшада қазақ тілі жоқ, ол мынандай қарапайым сөздерді айта аламын, геологический келгенде мен түсіндіре алмаймын, қазақша көп аударма. Айта бер орысша. Енді деген екінші мәселе, мына карьерде жаңағы мына водоносный горизонттар бөлініп, емеге условно обозначение қарап отырсақ, сіздердің карталарыңызда көрсетілген гидрокарталар жаңағы серый цветпен, сұр цветпен белгіленген, ол жаңағы
майнинг фирманың немесі, ода водоносный горизонт, интрузивный пород, был су технический. То есть там есть превышение ПДК, который ішуге келмейтін сулар орналасқан. А біздің водозаборымыз, өзіміздің емне комсомол водозаборы, бұл мына жерде орналасқан. Полязной дейміз, ол жақта водоносный горизонт пресный. Тек қана суға, ішуге ғана қолданылатын. Ішуге ғана қолданылатын сулар. Енді деген мына картаға қарап отырсақ, біздер ол природное явление, мына енесі, мына жерде бізде разлом бар. Ол разлом мына ащы су мен тұщы суды бөледі. Плита секілді. Жаңа мен айтты ғой, трещиноватый порода деген. Ол трещиноватый порода кейбір жерлерде болады. Мысалға біз қанша бұрғылап білеміз, Ақмада істеген уже 20 жылдан асты. Мысалға трещиноватый порода даже осы Айтекеге облысында, районында, Хромтау районында скважина ұңғылар қазғанда, мысалға бір расчет бойынша ұңғылардың орындарын таңдаймыз. Мына жерден қазатын болсақ, 3 метр жерден барса, уже монолит плиталарға табыламыз. Ол плиталарды су жөнбейді. Сол секілді мына жақта ұзын орналасқан плиталар бар. Міне жаңағы айтып кеткен разлом жердің қыртысымен, шамымен қарағанында міне разлом осы жерден бітеді. Сондықтан соприкосновение бір-біріне тию мәселесі вообще жойылған. Түсініңіздер ғой, да? Сондықтан мына фирманың жаңа біздің водозаборға немесі конкурентный немелері вообще мүмкін емес. Жаман залал бекіту мүмкін емес. Ұят бекіту мүмкін емес. Сұрақ тұр ма? Иә. Өзен 500 метр тұр дейді, сол суы ішке қалмай ма? Жоқ, ол өзеніміз ол ішпейтішмен порода дейді, ол жаңағы песок, глин арқылы келетін сулар бар. Соның өзеннің зон санитарный охранасы бар. Ол тоже водный кодексте жазылған, там 500 метрге дейін барады. Сол районға дейін кіруге болмайды. Ол жаңағы міне ғой, біз немеміз еткенде четыречный порода дегеніміз жаңағы үстіңгі беттегі тұрған су ғой. Ол енді оның астыға баратын карьер дейтін арасында 20-30 метр кететін тағы бір неме бар, узел неме дейміз ғой, горизонт. Сол бар, содан кейін тағы бір мезозойдың немесі бар, тағы узел бар. То есть, бұл жақта порядка 40-50 метрдей глина әлі. Өтеді, сондықтан бір-біріне оның немесі ешқандай жоқ. Осындай бір-біріне. Кету мүмкін емес. Тарту. Еще раз, пожалуйста, озвучьте вот расстояние между скважиной и технической воды, чтобы мы понимали, и нашим водозабором. Сколько расстояния между ними? Вот они, получается, это водный карьер, участок делается, а скважина будет технического. Нет, от технической? Да, это же отвечу. Ага. Получается, вот техническая вода, как мы в прошлый раз объясняли, вот она получается 4-я скважина. Да, а вот от 4-й, да. И получается, просто не видно здесь близко. И, по-моему, вот это 5-я скважина. От 4-й скважины 7,7 километров. 7,7 Да, километров. 7,7 километров. А вот этот разлом, вот, который изолирует, его размер какой-то на схеме, понятно, Разлом вообще, в масштабе непонятно. насколько я понимаю, вот это называется Сокольский разлом, как раз вот до него и работает. Вот он отсюда, и вот дальше идет, видите, вот она граница. Вот она по То есть он защищает нашу питьевую от технической, то, что вы показывали в прошлый раз, у меня эти презентации. Если я не ошибаюсь, длина Сокольского разлома там, по-моему, порядка 40-50 километров. Теперь еще один раз, пожалуйста, озвучьте громко, чтобы мы понимали на будущее, что-то будут какие-то работы после этой компании, о которой сейчас речь идет. Расстояние ближе какого нельзя вести взрывные работы, чтобы наша вода не соединилась с технической, с питьевой. Вот прям, чтобы мы все услышали. Чтобы взрывы не влияет, взрыв на карьере, он же далеко, я так полагаю, озвучьте, пожалуйста. Да.
Завтра еще придет еще открывать и соединиться в этот чтобы мы все знали. Сейчас я Вольф покажу. Да. На следующем слайде. Вот это все одна охрана, которые указаны на нашем водозаборе, да? Самый протяженность, это получается вот эта вторая эксплуатационная скважина, которая сейчас действует. Вот по второй эксплуатационной скважине получается радиус влияния, вот он, 2633 метра, это 2 километра. Протяженность получается с востока на запад. То есть в той стороне вообще никаких сооружений, карьеры не должны быть вообще. А второй пояс получается, это вот морковного цвета отмечено, его радиус получается 233 метра. В нем там уже вот такие очистительные сооружения, то есть сети не должно быть и тому подобное. А уже непосредственно самой скважине это радиус 50 метров, ну там, сами понимаете, уже разлива, ничего не должно быть, техника не должна была стоять и тому подобное. Но если в будущем в вашем поселке будет располагаться карьеры с восточной стороны, они обязательно должны рассчитать взрывную волну при взрыве, когда будет добыча производить. Как фактор болса, Су 22 года. Касательно воды есть вопросы? Микрофон алып қолдануға қарап отырмыз ғой. Енді екінші мәселе, мынау ертең химикатпенен жаңағы қолданады химикатты. Жаңа мен алтынды басқа да қоспаларды айыру үшін, дұрыс па? Болашақта ол бір жаңағыдай не салынады. Жаңағыдай яма берілмей. Біз өткенде алдында талқылағанда проект. Ешқандай да проекті жоқ онда. Тек пленка қаралған и болды. Оның жаңа тереңдігі де енді ұзындығы ешқандай қаралмаған. Келешекте қалай болмақ? Қазір экологияны қарап жатырмыз. Негізінен мен өзім құрылысшымын. СНИП бойынша любой жаңағыдай ядохимикат, ол деген жаңағы бәрі армированный, бетонированный болу керек. Ана неге проникать етпеу керек? Астында грунтовый отқа. Келешек қой. Сонда сіздің ойыңыз қалай болады? Мен ана проектін қарағанда, менің көңілім толған жоқ. Ол просто жаңағыдай неге салған компьютерге болды. Пленка саламыз дейді, ол пленка оны ұстамайды ғой ешқашанда. Ол бір күнге, екі күнге жұмыс емес. Ол болашақ алдағы. Сондықтан ертең бастағанда проект бізге көрсету керек. Қандай проект болады бәріміз. А жаңағыда да ол керек емес ешқандай. Ол андай куб бәленше куб су тұрады деген, бәленше куб. А оның размерде ешқандай жоқ. Жер жетеді. Жаңағы қойманы үлкен қылып салсын, но бірақ грунтовыйға жетпей көру керек. Аға мен жауап Мен қарсы емеспін. Екіншіден тоқтам, мен болып жатырмын. Екіншіден мен схеманың жаңылыспасам, прямо ана ащы суменен судың ортасына границаға салған. Оны жаңағы ащыға қарай жақындатуға болмайды ма? Мына сіздің жаңағы су қоймаңыз болады ғой, жоғарыдан кейін. Соны неге ямаға төгесігі кіріс па? Ямада болады. Сонда жаңағы ана чертежде мен қарағанда көрсеткендеріңізде чертеж емес ол схемада. Прямо ана сумен ащы судың ортасына орналасқан. Герман қарай жұртқа болмай ма дейді.
Иә, неге жаңа айтып отырсыз ғой, аш неге қарай жаңағы су шығатын жаққа қарай. енді ол аға оны мен құрылысшы емеспін да, ол Енді сұрағыңызға рахмет, мен жауап бере салайын. иә, талқылап отырмыз ғой. Тем более сіз экологсыз. мен эколог емеспін. Бұл вопрос бәрібір ертең түрінде талқыланады. Сондықтан осы сұраққа қазір жауап берсеңіз. Екіншіден вопрос, ертең болашақта бәрі болады. Сіздерде озеленение деген болу керек. Пойыз. Я ол айтылды, бірақ фактически ешнәрсе жоқ. Егер де талқылайтын болсақ, бәрін бәркелетін талқылауымыз керек қой. Мен өзім мамандығым құрылысшы. Жаңағыдай неменен біздер болашақта ешқайда алысқа бара алмаймыз. Сіздердің шектеулеріңіз. Сұрағыңызға рахмет, мен жауап берейін толыққанды. Мына алдында бізде көрсеткен ол презентация. Ол тек мына жаңағыдай түсіндіріп көрсетуге. Проект жасалып жатыр. Үлкен фирма проект жасалып жатыр. Ол біріншіден. Екіншіден, проект госэкспертиза өтеді. Госэкспертиза, государственная экспертиза. Астанадан өтеді. Госэкспертиза өткеннен кейін мына жерге біз келеміз ол проектке. Көрсетеміз. Дұрыс айтасыз, жаңа құрылысшысыз ғой. Оның конструкциясы қандай, ол қалай жасалады, оның көлемі қандай. Көлемін алдына айтып кеттік. Ұзындығы 520 метр, ені 580 метр, тереңдігі 8 метр. Көлемі дейтін 2 миллион 250 мың куб. 2 миллиона 250 тысяч кубов объем хвостохранилища. Мына жаңа сіз айтып отқан бетон деген рас болған бұрын. Бұрын дейтін глиняный замок деген болған, солай жасаған, өзіңіз білесіз жақсы. Қазір ондай қолданбайды, қазір жаңа технологиялар шығып жатыр, қазір пленка төсейді. Мына бассейндерде төсейтін пленка бар ғой, соны төсейді. Ол максимальный гарантия береді, ана жаңағыдай лас су жерге сіңіп кетпеу үшін. Оны қадағалауға скважина бұрғылайды қасынан. Сол жерде судың пробаларын алып тұрады, оны тексереді. Ол жұмыстардың бәрі жасалады. Мен алдында баяндаған ол презентация, ол жаңағыдай орысша айтқанда по-простому түсіндіру үшін. А негізі проект жасалып жатыр. Бұндай үлкен фабрикалар проект жасалмайды. Олардың бәрі госэкспертиза өтеді. Частный экспертиза емес, госэкспертиза. Оны бірнеше маман қарайды, бірнеше ұзақ уақыт, сосын жаңағыдай несін береді, өзінің қорытындысын. Енді жаңа сіз айтып кеткен орын ауыстыруға бола ма деген, оның орындары бәрі саналған. Жаңағыдай зона санитарная защита дейтін бар, карьердің жаңағы разлет куска дейтін бар, ертең борозовый болғанда, өзіңіз білесіз жақсы. Сосын сейсмолона дейтін бар, оның бәрі расчетталған. Сол расчеттар арқылы орналастырылған бәрі. Оның бәріне жаңағыдай саналған расчеттар бар. Енді жаңағы озеленение келетін болсақ, ол міндетті түрде болады. Мен сізді қонаққа шақырамын, біздің үйге келіңіз. Біз ана жерде уже озеленение кетіп жатыр. Үйіміздің ішін жасайтын болсақ, ертең біз салған мекемеміз, фабрикамызды да солай жасаймыз. Тал егеміз, одан біз қашпаймыз, ол болады. Ертең өзіңіз қонаққа келесіз. Жоқ, зеленый пояс, соны айтып отырмын, біз все же начинается со своего дома, правильно? Да, я говорю, мы сейчас свой дом озеленяем, завтра свое предприятие будем озеленять. Это все будет в проекте, это все будет... А? Жоқ, зеленый пояс болады, ол бізде проекте бар. Мына қазір эколог мамандар айтады, ол проекте бар. Сіз жаңа айтып отырсыз, мен түсініп отырмын, пленка ондайлар болсын неге ұстамайды екен. Тем более ол жаңа госэкспертиза өтсе енді ол бірінші жаңа көрейік, қандай проект, қандай экспертиза. Қазір сізді мен айта алмаймын десеңіз. Қандай ол принимать ететін. Сұрағыңызға рахмет. Құрметті жиналыс қатысушылар, тағы да қайталап өтейін. Бүгінгі жиналыс тақырыбы тау-кен жұмыстарының жоспары, яғни қоршаған ортаны қорғау, шығын шығарындылар нормативтері, қалдықтарды басқару, өндірістік экологиялық бақылау басқармасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары, яғни қазба жұмыстар жүретін кездегі экологиялық шараларға қатысты бүгінгі тыңдалым. Ал ана ертең завод жасайтын тұрған жерде пленка тағы басқа, оның жобасы дайындап жатыр. Одан бұл құжаттар дайындалғаннан кейін тағы да отырамыз бақылауға. Бұл бүгін тек жаңағы жердің қазып сол шығаруға ғана. Соған осы отырыс өткізіп, осы қорытындысы бойынша әрбір лицензия алуға жұмыстан түсіністер ғой, құрметті қатысушылар. Сол себепті осы нақты тақырып бойынша сұрақтар қойып. Енді қазір экологтан сөз берейік. Рахмет. Бірінші докладымызды түсіндірме жұмыстарын жүргізейік, содан кейін уже сұрақ-сауал талқылауға көшеміз. Бұл жерде мәселе сол экология бойынша болып тұр ғой. Ағамыз айтып кеткендей озеленение,
көгалдандыру бойынша. Бұның бәрі осы жобада қарастырылған. Тақырыбын бір қарайтын болсаңыздар, бұл Қоскөл кен орнына біріншіден қоршаған ортаны қорғау бөлімі жобасы жасалған, одан рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы жасалып, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, сондай-ақ арнайы қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар жоспары жасалған. Бұл жоспарда қандай көгалдандыру жұмыстары, қандай іс-шаралар қоршаған ортаның зиянын азайтуға келген жоспар жасалынған болатын. Соны қысқаша баяндама жасап кетейін. Жалпы бұл жобаның әзірлеудің негізі нұсқалардың басқарушылық және экономикалық шешімдердің экологиялық және басқа салдарын анықтау, қоршаған ортаны сауықтыру, табиғи экологиялық жүйелер мен табиғи ресурстардың жойылуын, деградациясы, зақымдануын және сатылуын болдырмау бойынша ұсыныстарын әзірлеу болып табылады. Жалпы бұл жоба Қазақстан Республикасының экология және геология және табиғи ресурстар министрінің номері 280 бұйрығымен бекітілген қағида бойынша әзірленген. Сондай-ақ бұл жоба экологиялық кодекске нұсқаулық жасалған және де басқа да әдістемелік құжаттарға сәйкес рәсімделді. Жаңа өздеріңіз білетіндей, Қоскөл кен орны әкімшілік жағынан Әйтеке би ауданының аумағында орналасқан, Темірбек Жүргенов ауылының орталығынан оңтүстік-шығысқа қарай 12 км жерде қашықтықта орналасқан, ал Ақтөбе қаласынан шығысқа қарай 300 км жерде орналасқан. Жалпы кен орнының аумағында жер учаскелері мал жайылым ретінде пайдаланылады. Бұл учаскеде қорық аймақтарының аумақтары, мұражайлар, сәулет ескерткіштері, санаториялар, демалыс үйлер және тағы басқа іргелес объекттер жоқ. Бұл Қоскөл кен орнының карта схемасы, обзорный. Сондай-ақ бұл геологический отводы кен орнының, ал қызылшамен белгіленген бұл жаңа кен орнының карьердің өзі. Бұл жерде карьердің қасында орналасқан көл, өзен, көлдердің қашықтықтары көрсетіліп тұр. Сондай-ақ Ганжас өзенінен 1136 метр жерде, сондай-ақ кішігірім балғы өзен көлшіктер бар. Сондықтан әр көлшіктерден 2,5-2,8 км қашықтықта орналасқан бұл карьер. Келесі. Жалпы Westwood Mining Limited жеке компаниясының қызметінің негізгі түрі бұл Ақтөбе облысында Әйтеке би ауданындағы Қоскөл кен орнында қатты пайдалы қазбаларды барлау және өндіру жұмыстары болып табылады. Жоба кәсіпорынның жыл бойы вахталық және 2 ауысымдық жұмыс режимі қабылдайды. Жылдағы жұмыс күндерінің саны 365 күн жұмыс істейді. Вахтаның ұзақтығы 15 күн, ауысымның ұзақтығы түскі үзіліске 1 сағат, үзіліспен 12 сағат болып табылады. Ал жарылыс жұмыстары тек күндізгі уақытта белгілі бір режиммен және план графикпен жүргізілетін болады. Жалпы техникалық тапсырма бойынша карьердің жылдық өнімділігі бірінші жылы 300 мың тонна кен болса, қалған жылдары 250 мың тоннамен қабылданған және ашудың орташа пайдалану коэффициенті 9,7 метр кубті құрайды. Карьердің пайдалану жылдарының өнімділігі тау-кен жұмыстарының күнтізбелік жоспарында бекітілген болатын. Әр жылғы өзінің өндіретін объемі бойынша. Кенішті пайдалану мерзімі 10 жылды құрайды, оның ішінде құрылыс кезеңі 2 жыл, қорларды өңдеу кезеңі 6 жыл, кәсіпорынды жою кезеңі және рекультивация дейді, қайта қалпына келтіру 2 жыл уақыт алатын болады. Бұл кен орнының негізгі параметрлері алаңы 182,9 мың квадрат метрді көрсетеді, ұзындығы 610, ені 440 метр болып табылады. Бұл карьердің мансаптың негізгі параметрі контуры қалай өңделетінін көрсетілген бұл картада. Жалпы бұл өңдеу жұмыстары жүргізілген кезде атмосфералық ластаушы заттар шығарындаған көздері анықталған. Тау-кен жұмыстары жүргізілген кезде біріншіден пресс алу жұмыстары, жарылғыш ұңғымаларды бұрғылау, жарылыс жұмыстары, қазу тиеу жұмыстары, ашылған жыныстарды үйіндісіне тасымалдау, ашылған жыныстардың үйіндісі, тау-кен массасын қазу тиеу жұмыстары, кен массасын кен қоймасына тасымалдау және тау массасын уақытша сақтау жұмыстары жүргізілетін болады.
өндіру жұмыстары кезеңі 2025 жылдан 2030 жылдарға қаралған. Барлығы жылына 86,629 тонна шығарылатын болады зиян заттар. Бұл схеманы таблицада көретінімізде бұл жұмыстар жүргізген кездегі зиян заттардың атаулары көрсетілген. Ол диоксид азоты, оксид азоты, углерод оксид, сондай-ақ биорганикалық шаң. Өздеріңіз көріп отырғандай ең көп көлемде биорганикалық шаң бөлінетін болады. Бұл 45-52 тоннаны жылына құрайды. Сондай-ақ бұл карьер техникалық сумен қамтамасыз ету қарастырылған. Бұл сулар техникалық су шаң басу кезінде алаңдар мен жолдарға қызмет көрсету қажеттілігіне көзделген. Техникалық су өзінің пайдалану нормаларына көзделеді. Жүгерілгеннен әкелетін тек ауыз суы болып табылады. Жұмысшылардың ішуге арналған ауыз суы тек Жүгерілов ауылынан тасымалданатын болады. Сондай-ақ карьердің алаңшылық және карьерішілік жолдарының жұмыс аймағын шаң басу үшін КАМАЗ сору машинасымен жүргізу жоспарлануда. Өздеріңіз көріп отырғандай, ауыз су қажеттілігі 0,476 куб метрді құрайды тәулігіне. Жалпы жылына 191 метр куб жылына ауыз су пайдаланатын болады. Сондай-ақ техникалық су жылы мезгілде мамыр мен тамыз айларында технологиялық автожолдар мен кеңжарларды суару үшін пайдаланылады. Пайдалануға арналған бұрғылау салонлықтары шаң жинау жүйелерімен жабдықталған және бұрғылау кезінде шаңды басу үшін бұл су пайдаланылмайтын болады. Техникалық су мен автожолдар мен экскаватор кеңжарларын суару ауысымында 2 рет жүргізілетін болады. Техникалық сулар деген қажеттілік автожолдың суармалы алаңына және тау массасының суармалы көлеміне қарай қалпына келтірілетін болады. Ашық әдіспен игерілетін түсті металлургия тау-кен кәсіпорындарын технологиялық жобалау нормаларына сәйкес суармалы алаңның 1 метр квадрат үшін 1,5 метр суды құрайды. Жалпы жыл мезгілде төрт ай ішінде карьерде шаңды басу жұмыстарын жүргізу жаңа айтқандай КАМАЗ суару машинасымен жерді суландырып тұрады. Бұл схемада көретіндердей жаңа автожолдар мен үйіндердің беттерін суару үшін әр жылға бөлінген өзінің көлемі бірінші жылы 12,1, екінші жылы 15,5, сондай-ақ соңғы жылда 35,8 мың тонна суды пайдаланатын болады және тау-кен массаларын суаруға шаң басу үшін 23,4 мың тонна суды пайдаланатын болады. Жалпы Қоскөл кен орнының кәсіпорындық персоналының жұмысы мен тыныс-тіршілігі процесінде қатты тұрмыстық қалдықтар пайда болады, сондай-ақ байланған шүберектер пайда болады. Және негізгі жұмыстар арнайы ашылған жұмыстар пайда болады. Бұл схемада көретіндерде ашылған жұмыстар өзінің ахуалында, арнайы бекітілген ахуалда уақытша сақталатын болады. Бұл схемада көретіндей әр жылға өзінің шығарылған ашылған жұмыстарының көлемі. Бұл жерде көретіндей қалдықтардың көлемдері қатты тұрмыстық қалдықтар 1,5 тонна жылына пайда болады. Майланған шүберектер 0,0635 тонна. Сондай-ақ жаңа айтып кеткендей ашылған жұмыстар. Жалпы барлық мезгілде ашылған жұмыстар 34,436 тонна көлемінде сақталатын болады. Жалпы бұл қалдықтардың барлығы уақытша жиналып, арнайы мекемеге беріліп отырады. Сондай-ақ бұл жобада табиғатты қорғау іс-шаралар жоспары қарастырылған. Соның ішінде келісімшарттық аумақты және өндіру жұмыстары кезде оларға аппарат жолдарды шаң басу жұмыстары, стационарлық көздердің ластауыш заттар шығарындыларын алдын алу және азайту жөніндегі іс-шаралар орындау, су бұру арықтарының құрылысы, карьер сулардың техникалық қажеттілігі қайта пайдалану, бұзылған жерлерді рекультивациялау жүргізу, іргелес аумақты абаттандыру және көгалдандыру, айта кеткенде ағаш отырғызу, гүлзарларды бөлу, суару және көшеттерді күту, қоршаған ортаны қорғау бойынша арнайы этикеттер сатып алу және эколог газеттерге жазу, конференциялар, семинарлар өткізу және оларға қатысу және қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі іс-шараларға қатысу. Бұл карьерді абаттандыру жұмыстары жалпы санитарлық
қорғау аймағы болады бұл карьердің 1000 метр. Нормалық құжаттамаларға байланысты санитарлық қорғаудың бірінші класс опасности дейді. Сондықтан болғасын бұл жерде қорғау аймағының 40%-ын абаттандыру міндеттелген. Сондықтан мына қарастырылған 5 жылдың ішінде жыл сайын өзі есептеліп, жылына 100-150 ағаш отырғызып, жылдың соңына келген кезде бұл санитарлық қорғау аймағының карьердің 40%-ын көгалданып кету ол міндетті. Бұл жобада бұл қарастырылған. Жалпы қысқаша осы сұрақтарыңыз болса. Қазір бұл жерде тек қана бұл таукен жұмыстар қарастырылып отыр, жаңа мынандай өткендей зиянды химикаттар жетіп ондай заттар қолданылмайды. Бұл жерде тек қана жаңа жарғыш жұмыстар жүргізіліп болады. Болашақта бұған арнайы бөлек проект дайындалып жатыр. Бұл проект тақырыппен арнайы талқыланса тағы келеді. Добрый день, я просто попался в интернет и хочу местные жители хочу просто предупредить, что нас ждет после того, как у нас карьера, все вот это закончится. Житель села Комсомольского, Сорокин. Что, секретарь? Почему и полу-секретарь? Вы спрашивали, вы промолчали, всех спросили. Продолжайте, пожалуйста, вопросы. Так, леса и плодородный слой, я бы зачитал, просто я в интернете что нашел. Леса и плодородный слой почвы после добычи золота не восстанавливаются не только потому, что повреждены токсичными металлами, но и потому, что земля теряет воду. Добыча золота, так, сейчас дальше. Так, растительный метод, распространенный метод добычи, известный как всасывающая мина, изменяет местность таким образом, что влага истощается и удерживается тепло, создавая суровые условия, в которых даже и растительный мир не могут выжить. Вот что нас ждет после добычи золота. Вот такое я нашел, хочу просто предупредить. Это с какого источника? Интернет, да? Это бразильский. Это Перу, как там это, добыча золота проводится. Вопрос есть? Уровень влаги. Сұрақтарыңыз бар ма? Мына карьерде адамдар тұрады ғой, солар қуанышпайды не нәрсе. Карьерде адамдар тұрады, солардың жағдайы не болады? Соны сұрағым бар. Бұл жерде мал бағып отқандар бар. Айналасы. Иә. Жақын ғой өйткені, оның өзі тұрмыс жақын осы жерде. Ол ертең шаңы болады, ол шаң бізге де келеді деп ойлаймын. Өйткенде сіздер жарған кезде оның деген 800 метрге қонады деп отырсыздар ғой. Бізде жел болса қатты, ол ауылға дейін де келеді. Сол кезде не болады? Сол Сұрағыңызға рахмет. Жарғыш жұмыстарының айтылысы бар. Біріншіден карьердің өзі контуры бойынша полностью қоршалатын болады сеткамен. Сонда жарғыш жұмыстар жүргізгенде жарғыш жұмыстар үстінен жарылмайды, жердің астында жүреді. Ол тек қана волна жүреді. Сосын шаң көтеріледі. Шаң енді өзінің карьердің санитарлық қорғау аймағынан айтып кеттім, 1000 метр деген қорғау аймағы бар. 1000 метрге дейін шаң жүруі мүмкін, бірақ одан аспайды. Кәдімгі шаң бұл, герметик шаң. Бұл химикат зат емес. Құрметті мына бүгінгі қоғамдық тыңдалымға жиналған ағайындар, енді менің есімім Жанайдар Махамбет. Жауап беріп алсын. Мен жауап бере салайын. Аға, мен жауап бере салайын сіздің сұрағыңа. Карьер орналасқан жері, сосын фабрика салатын орын, акиматтан біз алдық, зеленый отвод дейді.
сол земельный отводтың шетінен мына жаңа сіз айтып отқан Тасқожа ғой, карьерде. Сол жерде үйлер бар, жаңа мал бағатын точка дей ма, жаңағы мал қоралар бар. Оған дейін бұл жерде экология тұрғысынан ешқандай зиян жоқ. Өйткені ара қашықтығы өте үлкен. Өзенге дейін, жаңа Тасқожадағы үйлерге дейін, одан ешқандай зиян болмайды. Сосын жарылыс жұмыстары болғанда ол жарылыс бетінде болмайды ғой. Ол жарылыс үшінші жыл болады. Ана кенді біз алғаннан кейін үсті жұмсақ болады ғой. Ары қарай тасқа жеткеннен кейін ол жарылыс. Ол где-то 45-50 метрден басталады. Сосын бұл жерде жаңа айтып кеткендей, науши канал взрывная волна дейтін бар, сосын разлет куска дейтін бар. Разлет куска мысалы всего 400 метр. Біз 400 метрге дейін карьерге дейін ешқандай объект салмаймыз. Біздің фабрикамыз карьерден 500-600-700 метрде орналасқан. Одан ешқандай зиян болмайды. Сосын жаңа шаң деп жатсыз. Ол шаң дейтін жаңағы айтылған әдістермен басылады. Полиомоечный машина болады. Забойды суарамыз жаңағы сумен себеміз шаң болу үшін. Мына карьердегі жолдардың бәрінде су себілген сменасына 2 рет, тәулігіне 4 рет. Сондай жаңағыдай методтар бар, солардың бәрін қолданамыз зиян келтірмеу үшін. Енді болған жағдайда енді бұл жерде біз жалғыз емеспіз, бұл жерде үкімет бар, экология бар, оның бәрі тексеріледі ғой. Сосын жаңа сіз айтып кеткен рас, бұл жерде мал бар, мал жүреді жерде, хозяйстволар бар, біз бәрін білеміз. Жаңа терекпен айналасы толық қоршалады сеткамен. 2 метр биіктікпен сеткамен қоршалады. Оның ішіне мал да кірмейді, оның ішіне техника да кірмейді, адам да кірмейді. Оның бәрі қоршалады айналасы. Айтып отырмыз, шаңын басу үшін полиомоечный машина, мына жол салғанды білесіз ғой, қалай шаңдайды, мысалы. Алдын ала дейтін машина тәулігіне бір-екі рет жүріп шаңды баса ғой, сол сияқты біздер де шаңды басамыз. Оған техника арнайы болады, оған арнайы суды салып жатыр. Енді ондай технологиямен әр жерден өзіңіз білесіз, қамтау білесіз, жүріп отыр ғой жұмыстар. Максимально 8 істейіп басады шаңды дейді. Біз де солай жасаймыз. Енді сіздер халық болып, мысалы, адамды ертең қадағалап көріп жатсаңыз енді айтасыз ғой, жігіттер мына жерде шаң болады, мынаны дейтін бір шара қолданды. Сондай? Келесі сұрақ. Ағайындар, енді мына қоғамдық тыңдарымды куәсі болып жатырмыз ғой. Осы мәселемен 3-ші рет мен өз басым куә болып отырмын осы азаматтардың келіп осы халыққа түсіндіру жөнінде. Мына аудан әкімшілігінде болған келсовет деймін, сонда да қатыстым, сонда да түсіндірді. Енді менің осы отқан мына ағайынға айтып қалдым. Мына қазіргі президентіміз Тоқаевтан бастап, кеше өздеріңіз білесіздер, аудан әкімі бастап, бізде мына 4-5 кәсіпкерімізді қасына алып, Қытайға барып кет деген хабарды естідім. Және кеше мен өзім Тараз қаласында болдым, сонда кәсіпкер жігіттермен өзінің шаруашылықтарын көрсетті. Қазір деген дамыған технологияны әкеліп, шөп шықпайтын жерлерге тасжол, жоңышқа, жүгері егіп жатқан азаматтарды көрдім. Қазіргі дамыған. Енді қазір президентіміз инвестиция тап дегенде біздің мына ауданымызға өздері бұрыннан бақылап келіп, енді жұмыс жасаймыз дегенге біз енді шыны керек қолдап келіп отыр. Өйткені бізге біріншіден инвестор керек, екінші мына жастарымызға жұмыс көзі керек. Ең бірінші мәселеден соны айтқым келіп тұр. Қазір маған сұрайды, аға осы Алтынбазардың зауыт салмай жатыр екен, оған жұмысшы алам екен, бізді қабылдаймын екен деген азаматтарды мен өзім кездестірдім осы. Адыр жөнінде айтылмауы. Сондықтан да мен жалпы өсімдікке, жан жануарларға, адамзатқа зиянын тигізбейтін технология қолданып, біздің алдымызда ең біріншіден инвесторге қаржысын салып, осындай зауыт ашып шағын. Халыққа, елімізге, жерімізге, ауданымызға көмегі тиіп жатса, оған неге біз жаңағыдай түсіністікпен қарап, неге қарсы боламыз деген мен күнде ойланамын. Біздер азаматтар шыны керек, мал деп жатсыздар, мал керек болса заңда 15 мына халық тұратын жерден 15 шақырым ешқандай еңін салынбау керек. Ол жер босату керек халықтың малынан, мысал айтқанда. Жаңағы мал бағатын адам солай көшіру керек. Егер шын жоспарлы түрде, шын ақыл былай жан ашып қарайтын болса, біз бәрін білуіміз керек. Мына магазиндерінде бізге адамға зиянды горилла деген нелер сатылады, мысал айтқанда. Неге біз оларды көрмейміз, мысал айтқанда. Сондықтан да қолдайық деген керек. Бір-бірімізден алмай
осы азаматтарымыз елді ауданға қарасақ, жерді аралап жүрміз, шамалы төмендеуміз. Бізге жетіспейді, еңбекшілер жетіспейді. Біздер шыны керек айналайын егіз, нанымыз 200 теңге. Ал Ақтөбеде Атамекен деген корпорация 90 теңгеден нан сатады. Әйтеке би ауданына алатын болсаң берер деп отыр. Неге соны істемейміз біздер? Кәсіпкерлер. Мысалы, халыққа мысалы. Сондықтан да қолдайын деген келіп, турасын айтқанда жастарға ең бірінші мына компания басшылығына айтқым келеді, мына жергілікті жерден кадрлер алсаңыздар. Өтініш, жастарға жұмыс керек біздерге. Соны айтқым келеді, жалпы қазақшасы көзіміз ашық, қазір дамыған, ешқандай да зиянсыз технологияны пайдаланып, өнім қазба байлығын өндірем десе, мен өз басым қолдаймын, рұқсат беру керек. Дұрыс түсініңіздер енді. Өйткені керек нәрсе, қоғамдағы керек нәрсе. Рахмет. Құрметті азаматтар, мен осымен 3 рет келдім, осы жиналысқа. Мен өз өзім айтайын, мен мал шаруашылығымен айналысамын. Малды бір жерге айтуға болмайды. Малдың өзінің заңы бар. Мал бағу, оның бақташысы болады. Сондықтан ол сылтау емес. Ал енді экология жағынан өздерін қараңдар сауатшылықты. Бірге мұндай инвестор кетіп барғанда біз рөлдеріміз бір инвесторға тұрғанын жиналды ғой дейміз. Осы құрамдардың құрып кеткен жағынан жан-жағын бәрін қазады. Бізге инвесторлар әлі керек. Жалғыз осы алып емес, тағы да керек. Біраздан қараңдар, анадай боқтан өзгесін оқымай, шағынды, малды, мал өзін ответственный орны бар ғой, соған бағылды. Бәрін берместер ғой. Қазір малдың өзіміз қарамаймыз. Осы комсомолдың ортасында бағылып жүрміз ғой. Бұл штрафталу ретінен талай болдым, біздің алдында заң бар, бірақ орталықта заң жоқ. Не есебек екенін мал орталықта жүр. Біздің ана елуінде біз асфальттан маршрут жасаймыз. Оның бақташысы бар, олай деп кетеді. Яғни сынып атқан бір скаттар бар, соның күндіз да қамайды. Мал сылтау емес қалған енді сауат жігіттер экология жағы, су жағын өздерін қараңдар. Мен оған араласа алмаймын, бірақ инвестор бізге тағы да керек, жалғыз бір жігіттеріміз. Бізде басқар осы жүрген ауылын тұрғанмын. Енді жаңасыздың негізді мен қолдаймын. Ол кәдімгі карьер ақылды көшеде барына Ақылбек мысалға мына кәдімгі карьер сояқтан адамдарды тасып жатыр, адамдарды көшеде бәрі үйді жоқ па? Бұл официально заң бойынша табылған негізі тасуердің пункттары. Бір екіншіден енді жаңа орынбай қалайтын ғой, енді мал шаруашылығына малға зиян болмайды. Олай шынымен жаңағы заң түрінде жаңағы тасқожа адамдар үй беріп қалғаннан кейін бұл жерден мал ұстау өздерінің еркі ғой, ұстап отырған ше. Бұл жаңағы мирасқа сұрақ қойып отыр ғой, шағын қылады не болады. Енді былай қарасаңыздар, дүкен жөнінде дүкенімді сатайын отыр ғой, зияндарды сатар, біз шынымен ағасы ғалим затты болу керек, басқа да түрлер нелер шында бір-бірді ерекшелік болса. Сондықтан елге келіп жатқан шаруашылық ашамыз деген нелерді бізге келген тартып артқандағы бәрі қойды. Виталийевичтің өзі бар, Виталийевич, например, я вас не упрекаю, но если вы хотите начать с самого себя, да, я вот много жалоб слышу, там, ваших комиссий, да, там люди летом, пыль, возможно, и мне говорят, неужели у вас денег нет, чтобы там вокруг асфальтировать? Мы, говорит, писали жалобы, я говорю, если бы я в этом улице жил, я бы все сделал, действительно. Виталий, у вас, как говорится, есть жағдай бар, айналасын асфальттап халықтың жағдайын біледі, өзімізді бастайды. Сондықтан ол әлі ашылмаған, әлі басталмаған затты біз жаңағыдай пессимизмге салып, ашсын істесін нұрлан, мысалы претензия бар ма, ертең міне жаңа айтып отырсыз, бақылау бар, қарап, міне мынау осыдан керек елге айтайық. Пока біз мұрша бермей жатырмыз, мұрша беріп көрдеп отыр, жаңағы осы кісілерді жиналыста болып жатыр, әлі бар ештеңе бастаған үлкен бастаған, потому что лицензия алу керек, рұқсат алу керек, сосын барып бұлар жұмысқа кіріседі. Әзір енді бұл қағаздағы шаруа. Сондықтан сіздерден сұрайтынымыз, ана екі мысалға жұмыс істейтін жігіттер келіп отыр. Шынымен бұл ал жауапса мына жігіттердің семьясы деп баға қарап отырсыздар. Бұлар енді бәрі жұмыс істеп жатқан ғой, маған келгенде
кетсе, 200-300 адам жұмыс істесе, ауылымызда жаңағы еріп жігіттен алса. Біз неге өзіміздің қазанымызды түкіреміз, ашқымыз келсін, жігіттер жұмыстар келсін, демәс бақсын, анау жоқ, Атырауда, Ақтауда, Қамыр. Ояқ нағыз ауыл болатын жеріміз қажет. Енді осы елді келіп жатқан жерде ананы ұстап жатып, су дейміз, у дейміз, мұрт дейміз, шырт дейміз, бұл теріміз. Бәріміз артында адамыз ғой осы адам. Өйтіп жалғаннан біз ештеңе жақсылыққа бармаймыз. Құрметті жиналысқа қатысып отырған бауырым, әрине мен осы жиналысқа қатыспайтын бір ғана бір жігіт қатысып отырмын. Әрине айтып отырған ұсыныстарыңыз дұрыс, бірақ бірінші ел ойлап, бұл жеке компанияның ұсынысы емес, бұл Тоқаевтың тапсырмасы, Тоқаевтың бағдарламасы, елге инвестиция тарту, елді асырау жөнінде. Мирас, сен шаңды айтып отырсың, шаң керек па? Сен мен қасыма ел. Жақсы ма? Мен саған қай жерлерде шаңдардың көрсетемін. Сондықтан жігіттер, оны елдің жігіттер осы жерде жұмыс істесін. Егер жаңағыдай зиянды заттар болатын, Нұрлан, егер бар, мен бәрін жақсы істеген азаматтар. Мирас сенді. Мен как журналист ретінде, журналист ретінде мен бірге жүрейік, бірге қарайық. Зиянды ма? Бай жігіттер, мен сіздерді қолдаймын. Көрдіңіз ба? Сондықтан бәріміз осы ортақ іске жұмылайық, біргейік. Жақсы ма? Саламатсыздар, құрметті намазы, қоғамдық кеңестің мүшесі айтып отыр инвестиция, ауылдар действительно бізге ауылға инвестиция тарту керек. Бірақ экология жағынан бәрі дұрыс болу. Біріншіден экология бөлек, болашақ ұрпақтарымыз бөлек. Бұлар инвесторларды әртүрлі болады инвесторлар. Бұл алтынның айналасын мен жаңағы өзімнің нелерін айтып шығайын. Мынау жаңа енді екінші слушание ғой. Алдында өткенде біз тоқтаттық, Заурбек бар, местное сообщество. Сосын біз жаңа сіздерді сұрадық, раздел охраны окружающей среды, мы просили полностью проектную смету документации с технико-экономическим обоснованием. Но вы нам представили только раздел охраны окружающей среды. Почему? Наши город возражает. Почему полностью проект с технико-экономическим обоснованием? Сейчас я вам зачитаю. С технико-экономическим обоснованием проекта расчетами, альтернативным вариантом разработки карьеры, строительства фабрики, использование воды, применяемые технологии и так далее, она просила, но вы только этот раздел представили. По этому разделу наш эколог Чернова 20 замечаний, вопросов и замечаний. Вот я вам передаю, председатель пусть протокол принесет. Это раз. Значит, далее, замечание по отчету частной компании West Gold Mining Limited. По предмету общественной службы по разделу охраны окружающей среды и плану горных работ месторождения Куской. Здесь 42 замечания. Это вот ранее до этого, которое было слушание, подготовка и проведение, вот 42 замечания здесь. Я прошу принять к сведению и внести протокол. Теперь, мы как местное сообщество на своем заседании вынесли такое решение. Ходатайство перед директором частной компании West Gold Mining Limited. Мы указали Рахимова Дармеда Ербулатовича. И вот здесь формулировка на основании первой статьи 39.3 Закона Республики Казахстан о местном государственном управлении, самоуправлении Республики Казахстан, номер 148 Закона Республики Казахстан о общественных советах. Там я не буду перечислять. Значит, Водного кодекса, Экологического кодекса. И далее, прошу вас предоставить в полном объеме проектную разработку карьеры и строительство фабрики по добыче золота частными компаниями West Gold Mining Limited и Dreaming Gold Mining Limited с техникой, экономическим обоснованием проекта, расчетами, альтернативным вариантом разработки карьеры, строительства фабрики, использования воды, применяемой технологии и так далее. Председатель местного сообщества села Жургенова, Алтаев и члены Турбанбаев, Есенгельдин, Куанышбаев,
Кенисбаев, Баймаханов, Евханов, Бимагамбетов, Сорокин, Иргабылов, Курахметов. 10 человек, 1 человек. Потому что вы только дали один раздел. Вы нам должны полностью представить проект технико-экономического обоснования. Без этого общей картины не будет. Вы только выделили, даже с этого раздела 20 замечаний экологам указал. Это уже, а если весь проект, не знаю, там сколько будет замечаний и нюансов. Если инвестиции вкладывать, не надо, значит, соблюдать экологические требования, нормы экологии. Здесь я осознал, я поддерживаю всех. Я сам хочу, чтобы в поселке везде дороги были асфальтированы, чтобы у нас полигон ТВО в порядке был, чтобы там был инвестор тоже, чтобы мусор сортировали. Много-много вопросов. Воды у нас проблема, давление воды у нас низкое. Много проблем, да? Поэтому, ребята, мы просим, чтобы это сегодняшнее слушание перенесли. Вы обязаны представить полностью проектную сметную документацию, технико-экономическое обоснование. Наши экологи полностью, экологи проверят, они на следующем слушании мы здесь это рассмотрим. А то, что вы говорите, это вы красиво все. Мы здесь, никто не специалистов у нас нет. Нет сужа народ, не те народ, а где назвали то. Ертең действительно, мына пустыня болып кетеді, айналасында жолдың келіп келеді. Мына суда болмайды, талда болмайды. Сендер бар ғой, мына әдемі бер жағын айтып жатыр. Бұл ар жағы 10 жылдан кейін не болады білмейсіңдер. Сондықтан экологтар жағдай тірідей ауылда келесі не слушайте соларды шақырайық. Маған жауап берсін. Да, касательно ваших замечаний. Добрый день, уважаемые участники общественного слушания. Меня зовут Бурангар Мусулов, я являюсь директором ЕАИ Казахстан, также здесь секретарем. Касательно ваших замечаний по разделу мы их принимаем, мы их внесем в протокол общественного слушания. Касательно отчета о ВОЗ мы их не принимаем, так как предметом данных общественных слушаний не является отчет ВОЗ. Отчет ВОЗ прошел в 2023 году. Соответственно, те иные замечания, он прошел экологическую экспертизу в Министерстве экологии, Комитете экологического регулирования. И если у вас есть вопросы, мы можем в частном порядке ответить на вот это ваше предложение. Касательно раздела охраны окружающей, то, что мы не в полном объеме предоставили, мы ориентируемся на... Не ответили? Куда мы не ответили? Эколог, 20 замечаний. Как я кому давал? Мы писали... Вы писали, наверное, госорган, правильно? Ну, от госоргана вы получили, наверное, ответ. Нам лично вы ничего не писали, соответственно, также этот проект, да, мы принимаем, также проект опубликовывается согласно, есть правила проведения общественных слушаний, 286 приказ, где то есть четко по порядку расписано, что такое. Мы опубликовываем слушание за 30 календарных дней на едином экологическом портале. Сейчас он называется НБДОС, Национальный банк охраны окружающей среды. Да. Требования такого нет. Ну, если люди бы заинтересованы были бы в этой документации, есть на экопортале наши контактные данные, есть там можно написать замечания, предложения, есть те контакты, ссылки и так далее. Плюс документация вся разрабатывается на русском языке. Это не наша прихоть, это прихоть Министерства нашего госоргана. Во-вторых, то, что мы не представили полную документацию, есть 122 статья экологического кодекса, где регламентирует она, какую документацию мы предоставляем на общественное слушание для получения публичного разрешения. Согласно этой статье, мы только эту документацию прикрепляем. Если вы дополнительно хотите какую-то документацию узнать, вы можете в частном порядке позвонить, либо написать, мы ее предоставим. По поводу переноса общественного слушания, также здесь никакой личный не может быть, общественное слушание открыто, общественное слушание закроется. Есть жители, есть председатели. Но я говорю же, у вас будет 30 календарных дней. Мы приезжали все в мае, мы приезжали здесь в марте. Нам запрос лично никто не делал, лично нам. Давайте я отвечу. Можно я отвечу?
вот приехали, сейчас все выкопали, уедем. Нет, вы казахстан. Мы тоже сильно переживаем. Это непростое дело, я скажу. Это не просто так приехал, выкопал. Мы уже на протяжении 6 лет вкладываем огромные деньги. И с другой стороны, вот особенно сказали, да, надо инвесторов на руках носить, по сути дела, общий язык находить. Вы видите, да, мы и в прошлый раз приходили, и на техсовет приходили, мы всегда открыты к диалогу. Правильно, да? Всегда мы доступны. Всегда можем до нас дозвониться. Какие-то вопросы есть, позвонить. Но это отступление. Теперь, я думаю, представители экологической компании исчерпывающе ответили на ваши вопросы. Вот эти вопросы Черновой мы видели. Это очень полезно для нас. Мы видели, мы все проанализировали. Я был готов ответить на эти вопросы Черновой в тот же день, в ту же минуту. То есть там ничего сложного нет. Вы поймите это правильно. Там ничего нового Чернова для нас не открыло. Да, там есть замечания, ребята, у вас там какая-то огрехи, там, допустим, механическая ошибка, здесь неправильно посчитали. Это бывает, это все исправили ребята уже в своем проекте, с которым они сегодня проехали. Вот. Хорошо ли включим и на них еще раз ответим. Это не вопрос. Теперь, что касается вот этого протокола, давайте мы его принимаем, мы его тщательно сделаем юридическую экспертизу, что мы должны, что мы не должны, потому что это частные деньги, здесь банк, здесь есть, вы сами знаете, коммерческий интерес, правильно? Все, что мы по закону обязаны предоставить, мы предоставим. Мы этого не боимся, мы покажем. Мы вот так вот придем и расскажем все это, весь проект. Вот вопросы были, допустим, по хвостохранилищу, то же самое приедем, покажем. Мы же открыты всегда. Вот. Поэтому, я думаю, должен быть правильный диалог здесь выстроен. Правильно? Да. Что еще такое, на какой вопрос я еще не ответил? Да, все, Рахмет Срамовский. Вообще, вот первый вопрос, почему ваши сотрудники, ну, они, можно сказать, заинтересованы, ну ладно, да, а у нас туда несколько действительно, да, так, потом, вообще, в целом, айта деген, да, біздің вообще, елдің тұрған вопрос, у нас без ответа, то есть, люди, которые не несут ответственность. Вот смотрите, если вот сюда говорится, там, Белозерская, она подземные воды и все такое. В случае, если не будет так, как вы сказали, уголовная ответственность предусмотрена, допустим, в вашем случае, допустим, ну, через 5 лет суд был не сильно зал. Ладно. Потом вот эти данные, которые вы предоставили, в каких годах? Это, наверное, советские данные, да? Я же говорил, что переоценка была. В каком году? Ну, я просто спрашиваю. Есть 2012, по-моему, год, она на 25 лет. Ну, не знаю. Везде экологическая проблема. Прям такие интересы, вы можете, как в частном порядке, обратиться без отказа. Это не частная организация, как это государственная компания, да, НДС Замкознедра. Там они разговаривали, обижают руководителя. Можете туда их сайт написать, письмо, запросить отчет. Ну, это денежек стоит, ну, в частном порядке, если вы прям как сильно заинтересованы, вы можете запросить, проверить мои слова, не вопрос. А то, что вы говорите, имею я или какую-то ответственность, меня здесь позвали ваши же местные жители. Ну, у нас дайте я вам отвечу, вопрос задали, я вам отвечу. У меня здесь никакого интереса нет. Вот эта маленькая компания мне не платит. Ну, честно говоря, можно я отвечу? Я посвятите, что вы как-то заинтересованы. Я могу ряд с проблем, вопросов оттуда могу отвечать. Дальше меня, и вы, и это, меня местные активисты пригласили, и ваш районный активист есть что разнести, выяснить. Кто из нас экономист? Инвестор невозможно. Что такое инвестор? Само слово говорит. Он должен инвестировать. Так? То, что они создают рабочие места, не является инвестицией. Вот инвестор, если берет на себя социальные обязательства, давайте потом еще, это уже чисто претензия к вашей компании, вот, допустим, да, бәрін регистрировать, это уже сколько таратқан екен, да, бір не істеген екен, да? Почему? Какие претензии, если мы раздаем? Нет, к тому, что вы, как бы сказать, вы завтра будет, это все у вас, сертификат у всех людей есть, да? Мы постарались узнать. Не является ли это основанием для подкупа людей? Понимаете, вы сколько? 100 человек дали барак, а 100 человек. Потом, последний вопрос.
Если это будет являться подкупом, Смотрите, последний вопрос. Мы общаемся с людьми, тут они говорят, что главный инвестор не вы, а китайцы. Это уже политический вопрос. Вот это меня смущает. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Енді мен қазақша айтайын, осы жерге біз келдік қой, осы жерде жұмыс жасадық. Мына жерде жергілікті адамдарымыз жұмыс жасайды. Ағаларымызбен таныстық, ағаларымызбен таныстық, сосын су апаты болды. Ол табиғи жағдай, су апаты болды. Ағаларымызбен сөйлескенде сосын айтты, осындай өзіне жағдайлар бар, осындай өзіне жанұялар бар деген жағдайлар. Сол себептен біз көмектестік. Ол ешқандай подкуп емес, ол жаңағыдай шын ниетпен жасалған нәрсе. Бұл көмек. Одан да басқа біз көмек жасап жатыр. Мысалы ана Абыл Қайырханның юбилейі болды, оған да көмектестік. Енді өзіміз қатарғанымызда қалай көмектеспейміз? Қалай мен? Енді ондай нәрселер болады, оны подкуп деп айтуға болмайды. Ол дұрыс емес. Сол адамдар келу керек. Жоқ, ол адамдарды қайтесің? Ол біреудің жағдайы бар, біреу ауылдарда тұратын адамдар, алыс ауылда, мысалы Ярославда тұратын, қайда ақшасы мына Нет, мы же давно здесь, мы давно, это все добрая воля. Если население примет решение, вообще не помогает. Енді бұған... Сөзін енді мынандай қазір, совет личный инвестор, Қытай емес, ол однозначно біздің компания, Қазақстанның компаниясы, инвестор қазақтар, ол Қытай емес. Жоқ, Қытайлар келген жоқ, біздің ағымыздан Қытайлар келген жоқ. Қытайлар басқа бірдің ағымдан келген шығар. Бізде жоқ. Таласбай Самат, қоғамдық кеңес мүшесі. Құрметті ауылдастар, енді инвестор келіп жатыр, өздерінің ақшасымен. Біріншіден экология қозғалып, міне эколог маған келіп отыр. Бәрін түсіндірді. Екіншіден ауыз су айтылды. Ауыз суға міне ақпаннан келіп отыр. Біздің облыс ақпаннан су жайып білетін адам бар ма? Енді айтып отыр ауыз суға жиянын келмейді. Жаңа Әмірғали ағамыз сұрақ қойды, осы экспертиза өтеді деді. Осы экспертиза өтеді. Енді осылай мына біз айтамыз, қазақтың жері бай, бүкіл тәулет сәбенделей бар деп. Осылай кедергі жасай өзінің рахатын қашан көреміз? Ана Хромтауында өліп жатқан ортасында көп қазып жатыр. Бұл жерде нормально, бұл жерде сен де специалист емес, оны ауылдың сұрағын қойып керек жоқ. Мына жігіттерді қолдау керек. Мысалы, алтынды ертең өңдеп, промышленный район болатын шығармыз. Енді келіп түсіндіріп жатыр, бір емес, екі емес, үш емес, тағы да атла жетеді, он жұмыс керек. Алдына мамандар кетіп тұрып та, колхоз сияқты тыңдамаймыз, бәрі кетіп қалды. Арамызда бір биолог жоқ, бір эколог жоқ, бірақ әйтеуір бір кішіміз. Енді түсіндіріп жатыр ғой, осы экспертиза өтеді деп жатыр. Ана шаңның несі осындай метрге шейін бәрі сақталады деп жатыр. Ауыз су жайлы айтып жатыр. Ол не дейді жаңағы, шегірткеден қорықсаң елің етпейді. Бұны енді мен білмеймін, мына жердің рахатын байқын қалай көретінін, мынандай кедергі бола беретін болса. Нет, так, ребята, прекратите, да? Что это такое? Если ждет работы, собрание жоқ, потом выясняйте отношения. Құрметті ауылдастар, ең бірінші осы мынау отырыста болмайтын еді, 4 ай бойы деген айқай-шуда болмайтын еді. Ең бірінші осы мәселені көтерген. Ешкім білген жоқ. Наурыз айында 28 наурызда осылай өтіпті. 21-ні мен естірдім. Сол кезде сразу дәрменмен. Себебі дәрменді мен білетінім, 2-3 жыл деген геологоразведка өткізгенде, сол жерде саламатпен бірге бардым. Мыналар не істеп жатыр, біздің жерімізге қандай немен келіп жатыр. Сол кезде ешкім барып деген сол 3 жылда біреу да болған жоқ ана жерде. Қандай геологоразведка өткізіп жатыр, не қазып жатыр, біздің суды бүлдіріп жатыр, ешкім шаруасы болған жоқ. Саламатпен 2-3 рет бардым, әдей анасы бажынан барып су іштік.
ана жерде қандай жұмыс өткізіп жатқан, мына ерландар көріп отырған шығар, жерлер болғасын сол жерде. Басқа ешкім шаруасы болған жоқ, шын айтайын. 21-не деген мен естігеннен дәрмен мезондарды сразу айттым, сендер 28-не дайындап жатсыңдар, құжат қайда? Біз маман емеспіз. Bir günde olsaydı kilip, bir жарты сағаттың ішінде біз түсінетін. Құжаттарды жіберді, оны түсінген жоқпыз. Мен сразу қауымдастық кеңесті жинадым. Халықтың деген 400-дей адамдар отыр қазір. Сразу чат ашып, сол жерге сразу мен үндеу жібердім. Осылай, ауылымызға осылай, неге бар? Себебі мен түсінген жоқпын. Бірінші 28-ге келгенде де көбісі маған ауылдың азаматтар да ренжіді, басшылар да ренжіді. Сен солай бізге арқады. Себебі сол кезде солай тоқтату керек болды себебі. Потому что біз деген дайын емеспіз, маман емеспіз, түсінбейміз. Не болып жатқанын, мысалы, бұрын мал жөнінде айтсақ, айтып береміз. Бидай жөнінде айтсақ, айтып береміз. Мынандай промышленностьпен немен біз айналысқан жоқ. Содан кейін бізді белсенді азаматтар, біздің мүшелеріміз қол жинай бастады. Себебі біз қорықтық. Осындай деген біздің немізді тыңдамай, айнағынан деген келісіп, өздері бірдемедегі айнақтан өткізбеді. Қол жинады, 600-ден астам қол. Одан кейін тағы кездесіп деген өзіміз деген ауылдың әкімі бар, ЖКХ бар, земельный комитет бәріміз Виталий Викторович кездесіп деген өзіміз отырдық. Түсінейік деп бірінші. Онымен сосын қосымша деген независимый юрист қостық, независимый эколог қостық. Сол бойынша Иманғазы, кімдер деген Нұрландар, Базаркөл кімдер деген атсалысып, қол жинап, халыққа түсіндіріп, осындай нелерді. Солардың қорытыны бойынша Иманғазыны неге жіберді? 2 өтінішке жіберді. 10 жерге, 10 мемлекет. Аппарат президенттен бастап, экологиядағы, природа охраны бар, прокуратура, бәріне, тиісті органдарға жіберді, экологический негеде жіберді. Бәрінен деген жауап келді, ешқандай деген заң бұзушы, жаңа экология жағынан, не жағынан ешқандай не жоқ. Қазір кейбіреу маған айтады, сен сол кезде ойын осылай болды, қазір мынандай болды. Әрине өзгерді, уже мен түсіне бастағанда. Одан кейін тағы кездесіп техсовет жиды. Бірінші апрельдің басында, Раушан Гүлсімағұловна аудандық қоғам кеңесін жинады. Әкім қатысты аудан әкімі. Мен жеке өзім аудан әкіміне қатты сөйлеп алдым, міне көз отыр. Неге біз жерден, неге біз сіз нағыласыздар деп. Онда өтті де өздерінде де пікіріміз бірдей болды. Шынымен керек нәрсе. Bir азаматпен маған айтқанда Зәуірбектен, сен осылай ағылықтарыз дұрыс бәрді. Халықтың несін, неше жыл бойы жаңашыл жүрсің осы ауылында қолынан. Бірақ та біз дамамаймыз да дейді. Өмір бойы мал бағамыз да, өмір бойы бидай егіп жүреміз да. Одан кейін қорытынды бәрі келгеннен кейін, сосын техсовет жинады. Аудан әкімі техсовет жинады. Сонда осы жігіттер бәрі қатысты. Жаңа нағаратып аудандық мына құрметті азаматтар Виталий Викторовичпен Орынбай ағай қатысты, Ақжол қатысты. Мына жігіт айтып отырмын ғой, міне ақпан деп отыр, сол кезде бірінші көрдім. Бұл деген не емес, жеке емес. Бұрыннан деген Совет үкіметіне келе жатқан мекеме, қазір осы біздің деген мына карьерден суды зерттеп алған осылар. Сол жерлерде оған сұрақ қойдық біздің ауыз суымыз қанша жетеді. Уже көзім менің жетіп отқасын, мен ешқандай нені нағып отырған жоқ. Әрине бақылаймыз. Сосын бүгін біз тыңдау завод жөнінде емес, анкет. Бүгін завод жөнінде емес, фабрика жөнінде емес, тек чисто карьер жөнінде. Жаңа айтып отыр ғой, ал фабрика біз оның алдында да айттық, фабрика нема сразу не істейді деп. Онда түсіндіріп айтты сол кезде. Бірақ та жаңа әлі 2 случай болады, фабрика салатын болса да. Әлі 2 случай болады, сол жерден армамыз. Енді жаңа жасап атқан демеушілік жоққа шығарып отыр. Біздің қай азаматтар, кеше мысалы кәсіпкерлер, осы ауылдың, қайсы кеше деген біз зардап шапқанда, басқа нелер болғанда, қайсысы көмектесті халыққа? Міне, Орынбай ағамыз, рахмет, Алладан қайтсын сен. Бұлар деген, былтыр деген, мына жерді деген геология разведкаға алғанда, ауданның қоғам кеңесі мүше ретінде мен ұсыныс беріп жиналғанда, сонда өзі айтты. Сендер зардап шалып отқан кезді. Біздің қолымыздан келгенде 100 қой бөлек халыққа. 150 порода асыл тұқымдар келіп, 20 отбасыға болды. Биыл міне сеуіп отыр. Қандай дегенде ат шабыс деп өткізіп отыр, сол
осы ата не сұрады, деген сұрады, миллион теңге бөлді. Анау молдамен, осы әкімдегі біздің молдаменен ағылып не істейміз? Ол да айтып отыр, жігіттер өздері беріп, мешіттерде құлан оқып, айтты дейді. Ішінде жұмыс жүрген, сыртын біз жасап берейік. Осындай ауданымызда қандай нелер бар кәсіпкерлер мысалы. Айтуға болады, ол біреудің ақшасын санауға болады, есептеуге болады. Бірақ та міне, дәрменмен байланысты отырмын. 20 жұмысшы жұмыс істеп жатыр, міне, сұрандар. Мен өзім жеке барып, басқа барып, саламатпен наурызда арналарынан кейін, ерлан сұрақ қойды, мана жерді естіп кеткен деп отырдан кейін. Жерді кейін саламат екеуміз Қаракөлге дейін аралап шықтық. Бұрынғы деген қазған нелерді бәрі қазып жатыр екен. Ана жолды көктемде жүрген машина деген естіп тұрайды ғой, карьера. Сонда мен айтып, мынаны қашан ертең карьера бастағанда мен міндетті түрде бәріміз бірге қырып, сосын былтырғы нағағанымыздың жеке тұрсамыз. Рекультивация дегеніміз. Кемден қазіргі заман өзгерді. 10 жыл бұрын болғанда біз бұлай жиналып, бұлай ашық айта алмайтын едік. Көбісі қорқады деп жұмыс бабында дейді. Уже заман өзгеріп, нелер де өзгеріп. Сол себептен ертең қалай болса да біз бақылап осы жақта тап мен өз басым осы жақта ешқайда кетпеймін. Бәрі бақылап отырамыз. Қазір енді бұлар карьера ақша салып миллиардтар тұрса, 2 жылдан кейін су мәселесі тапшы болып жатса, экология жағынан көзіміз жетіп жатса, сол кезде тоқтатуға барсақ, бұлар өздері не заинтересованы. Ақша төгіп, былық жасауға. Сол себепте мен айтып отырмын, мен де соны бәрін зерттеп алғаннан кейін, экология бәрі, экологтар нағып не істеп, көзін жетті. Кейбіреуі оны да мен нағыз деп баяғы. Ойбай сен былай алып, былай. Әрине, есіктерін өзгереді. Сол себепте сені сөйлеген ешкім саған мешел кеткен болады. Сол себепте ауылдастар, ең бірінші айтып отырмын осы мәселе. Мен бәрінен бұның осы қуанып отырғаным, осылай жинап отырмын. Бұл басы, тыңдаңдар, бұл басы. Себебі жаңа айтып кетті, бұл деген политика президенті, саясат президенттің саясатын түйсіз. Ертең 5 июльде Қарыштау болып айтып жатыр, мына жерде 10 шақырым не кездесен алып жатыр. Раушан Исмагуловна, оған неміз өзіміз өткізіп нағылар шығармыз, сосын 2 жылымыз барып келетін шығармыз. Айтпа деменді, 2 жылдың ісіне жан-жағымыз осындай кетеді компания. Ана неге деген ұлғайсымен неге қияқтыда деген ана жол берді бар, нағып кетті, қазып істеп кетті. Кімнің шаруасы бар? Восточный дейтін деген 5 жыл бойы деген қазып жатыр, кімнің шаруасы бар? Жаңа кім Мирас айтып жатырмына, шан шығады деп, түгіміз істеп мына жерде деген карьердің қасында 5 жыл бойы карьер қазып жатыр. Тасып жатыр. Соны кім көтерді сол? Солардан бізге мынау осы месіне орынға ауылға келіп жатқан не бар ма? Тасты қазып жатыр. Соны айтып отырмын. Олардың да пайда жоқ. Олар деген дайын. Енді мен ұсынысым бар. Жаңа социальный вопросы көтерді ғой жігіттер. Социальный вопросы, біз жаңағыдай раскидация көрейік, да? Мен өзім ұсынысым. Енді оны бөліп отырып нағыламыз, да? Аудан әкім бар, бізден де колледж бар. Колледж, сельскохозяйственный колледж. Қазір материальный базасы колледждің помимisi. Жаңағыдай ағаннан көмектескен шетелде соны қарастырыңдаршы. Мен түсінемін. Әрбір сендердің табыстарын. Регламент. Бір миллиард құйықтан ол миллиард. Соған деген технический нені, колледждің осы нені материально-технический базы көтеріп берсеңдер. Соны ішінде маман дайындаса осыған. Себебі бұлар 10 жылға келіп отыр. Осыларға маман тиісіп болмаған. Соған көмектесіңдер, соны қарастырыңдар. Сол себепті қолдаймын бәріміз. Әрине, әрбір адамның ішінде деген семьяда да бір-екі қарсы шығады. Әркімнің деген пікірі По существу қазақтар жармашылығының балдар болатын біз басшымызды көрдік. Үкіметтің мемлекетті басқарып отқан басшымыз тек жеудің мені ойлайтын басшы. Ал кейін ұрпақ тап бүгінге дейін қаншама адам мысалы үкімет басындағы адамдар неге түсіп жатыр? Ақша жеп кетіп, біздің несібемізді жеп кетіп жатыр. Кімге сенуге болады?
Сен егер дұрыс тұлсаң жаным, сен дұрыс тұл, сендер дұрыс тұлсаң, осыны дұрыс істейді деп ойлаймын. А дұрыс істемейтін болсаң да, бәрібір осы халық жылайтын болады. Ұрпақтарына зиян. Қазір кешегі мынау енді сендер ойбай тыңдағылмайды, оны қайдан білмейді, түген қылмайды дейсің. Біз о жөнінен, жер қазу жөнінен сауатымыз жоқ. Бірақ дегенмен халыққа зиян болмас, халық жыламас. Ұрпақ мына малын бағып жатыр білекте. Ерлан қайдасың? Анау Ерлан отыр әлде малын бағып. Сол қазір жаңағы қазатын жерінде. Оның ол қаяққа көшеді? Ол қаяққа көшеді. Қаяққа барады. Қалай қаяққа кетеді арқасында? Оларды табу ойлау керек. Олардың жағдайы мына карьерде жаңағы отыр ғой үйлер. О басқалардың күнігін не болмақ? Ал біз қаздық. Ол Қытайға кетіп, мемлекетке, біздің мемлекетке түсіп жатқан шығар. Анау жемқорлардың несіне. Тоқаевың өзіне де сол. Қазір айтсам сол талабымен кетерін ойлайды жоқ. Сондықтан мына халықтың жағдайын ойлайтын азаматтар болсаңдар, сендер солардың халықтың тірегі болатын болсаң, келешек президент болатын болсаң, сендер елге адал қызмет ету. Адал қызмет ету. Біз халық кілең таяқ жеп қалдық қой. Ана жерде қазамыз дейсіңдер, ұрпаққа зиян дейді. Осы 2-3 бала істеп еді, мысалы, содан жаңа ауру болып, ақыр аяғында 30-ға толмай соларды жерлеп отырмыз. Осы міне бұл қара жара дейді ме, сонда істейді. Сондықтан әрбіріне мұқият қараңдар, мұқият анықтап барып нағылмаса болмайды. Анықтап өзіңдерің көздерің жетіп отырса, оқыған баласында, талай кітапта аударған баласында, соның көздерің жетіп отырсында зиян дейді. Мен мына осы мекемеге бас маман болып келіп жатырмын. Кен орнының қазба жұмысын жүргізуге 30 жылдан астам тәжірибем бар осы кен орнын жүргізуде. Мына алтын экспертиза институтымыз бар шығар. Мына ең жақта карьер болды, қазір шахта болды. Сол 3 шақырым жерде орналасқан ауылда. Айналасының бәрі гүлденіп, малдары жайылып жүр, ешқандай зияны жоқ. Қазба жұмысын жүргізіп жатқан өзінде. 3 шақырым жерде. Осындай проекттер жасады, бәрін де жүргізді. Сол мен 60 жылдан бастап сол карьера ашылды, қазір шахта болып кетті. Сол жылдан бері халық жұмыс істеп жатыр, жергілікті халық. Жан-жақтан сырттан келіп жатыр, бәрі де жұмыс істеп жатыр. 2021 жылдан бастап мен 23-ге дейін Бенкала деген мекемелер бар осы жерде. Сол жерде істегенмін. Тоже бас маман болып. Сол мысалы мына егіннің ортасында тұр, сол карьер. Айналасында егін бәрі де өсіп жатыр. Ешқандай зияны жоқ. Sonra қожайын егін орып, өзінің кәсібін жүргізіп жатыр. Ал сендерде мына карьерден ашылып жатқан 12 шақырым. 12 шақырыммен 3 шақырым салыстырып көріңдер. Сондықтан мұнда ешқандай карьерде ешқандай зияны болмайды. Мен өзім тәжірибеммен айтамын сендерге. Сосын мына басшымызбен ақылдасып, өзім ақылымды айтып, мына зиян келетін жағын бәрін шешіп қойғанбыз. Оған тиісті техника, машина, суаратын бәрін айтып, соның бәрін алатын болып бәрін шештік. Сондықтан ешқандай шаң шықпайды, забойда суарылар, жолда суарылар, бәрін де реттелексіп, сонда өзі мені сол шақырып, осы жерге бас маман болып жұмысқа қабылдап отыр. Сосын осы кісімен өзім бәрін шешіп, бәрін етіп қойғанбыз. Сондықтан ол поливайшы машина 20 болып қалайық, соның бәрін забойда суарамыз, жолда суарамыз, бәрін де істейміз деп. Сосын мына айналада фермалар бар дегенсің, соны бүкіл бізге жергілікті бөлінген территория бәрі қосып істеп, соған келістік. Жоқ сендер малдарын, балаларға ішкеріп беріп, карьерге түсіп беріп, бірі өліп қалады басында. Айналада бәрі қосып. Сосын мына кісі айтып өтті, фабрика жағынан. Біздер мына жерге бөлінген жердің аумағынан шығармаймыз. Сіз айтып отырсыз ғой, неге жаңағы трудовой исправительдесіздер, жаңағы хвостохранилище неге жақын жаттыңдар деп. Мына жерде қарап отырсаңыз, мына проекттің өзінде көрсетілген. Мына сол су жақта су қоймалары орналасқан. Мына жерде мына схемада қарасаңдар, мына оңтүстік бағытында хвостохранилище тұр. Ең мына төмен жағына орналасқан хвостохранилищеде. Сіз айтып отырған сұрақ толық.
жауабының арасы бірінші болған байқап отыр бағанадан бері. Максимально қай жерге орналасуға келді, сол жерге қойдық соны. Сондықтан ол жаңағы разлом дейді ғой, разломнан бір кейін қарай біз шегіртті. Біз мына ауылдықтан басқа жерге шығара алмаймыз. Ол мына біздің бекітілген жер. Сондықтан біз оның бәрін қарсы қоямыз. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мына схеманы салыстырып қарастырып көріп тұрмын мына жерде. Мына ең төмен бұрышында орналасқан. Сондықтан мына жерде су қоймалары мына жоғалтқан. Көріп отырсыз ба? Сондықтан соны көріп бақылап қараңыздар. Мына өзі кен орнын ашқанда жұмыс орны көбейеді. Мына жергілікті халық жұмысқа алынады. Мына оқу орны бар деп отыр. Ол жерде жаңағы осылай біздің кен орнына тиісті маман оқу орындары ашылса, сол жерде балалар оқып жатса, балалар осы жерде жұмыс істеп жатса, оның бәрі сіздерге жақсы болады ғой. Тем более осы мекемені осы жақта бірге істеп жатыр. Жаңағы осы жерде жаңағы қаражат ішіне сіздерге құйылады. Мына сіздердің мекемелер ауылдар гүлдей бастайды, халық көбейе бастайды. Сол жағын ойлаңдар. Оны жаңағы ұсақ тек жаңағы мен ұсақтарды екеуі жазып қойды, анау жазып қойды, мынау жазып қойды іздей беретін болсаңдар, тың арқасынан кірді. Дәрежеде мына сіздер өйтіп отыра бересіңдер. Өткенде келдік қой. Өткенде мына кісілер бәрін көрдік. Сол сұрақтан түгелді бізге беру керек. Осындай сұрақ қойып дайындау керек дегенде. Мынандай шешім қабылдап жұмысты бастаймыз деп жатқан кезде тағы бірдеңе шығарасыңдар. Ертең тағы келеміз, тағы да бірдеңе шығарасыңдар. Сонымен осылай сол ертең келесі жылға қалып қоямыз. Сондықтан жеке осындай бір бәріміз қолдап, мына өздеріңе керек зат қой береді. Соған тиісті мына жұмысты бастап кетейік. Карьера бастайық. Фабриканың жаңағы суши сол келешекте тағы болады. Қазір карьера бастауға соған бір көпшілік беру керек. Оларға сенбей, қаяқтан интернеттен тауылған таңдайлығына, мысалы, біздер білмейміз ешқайсымыз. Өздері білетін шығар, білмейміз қаяқтан тауылған. Нақты сұрақ. Мысалы, жігіттер сұрақ қойып шаң болады, взрывной волна болады. Мысалы, жәкең екеуміз мен қалада, Восточныйда бірге жұмыстас болдық. Мен уақытта 10 жылдан астам Бевазайда карьера. Мысалы, жергілікті адамға сенбей шығарсың. Мысалы, взрыв не дейді, зиян. Зиян ол взрыв. Ол взрыв жердің астында болатын взрыв. Взрыв жасай, жарты сағаттан кейін біздер Бевазбен карьерге кіреміз. Міне аман сау тұрмын ғой, ол пределах норма бәрі есептелген. Олар ауылға зиян болады. Енді ол ауылға зиян болады. Біздер мысалы Бевазбен заңды түрде кіреміз. Взрыв болғаннан кейін. Шағын болмайды. Технические обслуживание машиналар бар. Және сумен кепістер. Шағын жоқ. Мысалы, мына карьерлер тас сынауатан карьерлер бар, ол ояқта шағын бар. А мына үлкен карьерлерде шағын болмайды. Машина ұстап таза жүреді. Енді бәрін айтпақтан қолдау керек осындай фирмалар десеңізге. Мен мысалы осы қайында туып өскен адаммын. Мен қуанып отырмын. Осы жақта өзімді жұмыстары линейный механик болып істеймін. Қаншама алдағы уақытта ауылдың қаншама азаматтары уақытында жұмыс сұрыпта. Неге олар ертең ашылмасын? Міне қайтелер ғой, осы жақта да уақытында істейді. Ауылда істеген жақсы, чем Қазақстанның ар шетінде бар істегенше. Бәріміз қуануымыз керек, осындай фирма келген. Рахмет. Құрметті ауылдастар, мына облыста бұл жиналысында болмайтын еді. Облыста халықтың арасында дұрыс түсіну жұмысы жүргізген жоқ. Дауытпа әңгімелер болды. Бәріміздің ішінде тұрамыз. Талай шәкірт тәрбиеледік, кішінің ішінде ешқайсымыз маман емеспіз. Міне өткенде Виталий Викторовичпен кездестік. Виталий Викторович бұл кісілерге конкретно сондай комбинатта ашылуында істеген
көрсетті, сұрақты жауап алдық. Міне бүгін ақпанның жалпы бүгінгі жиналыста сынаған. Біздер тек осының су туралы ғана айтуымыз керек еді. Мына жиналыс деген қайтадан басқа жаққа алып кетті. Бұл кісілер деген 7 жылға дейін бұлар деген мына жұмыстардың этап-этаппен келу керек. Өткенде деген технический службаларда айтылды. Неге сіз өшіп отырып, мына сізге деген басқа жаққа ауыстырусыз? Екіншіден, мына Дәрмен Болатович сізге тағдайды осы аудандық қоғам кеңесінің төрайымы есебінде. Спонсорлық жасайсыз да, меморандум жасаңыз мына кісімен. Міне общественный советтің жаңағы несі кетіп қалды, ауылдық председатель. Осы кісімен именно біздің ауылымызға именно осы тегін жүрген ауылына не керек, қандай жәрдем керек, сіздердің жұмыстарыңызды көрсетеді дейді. Мен жаңа айтып тұр, ана жерден отырған жерде ол екі ауыл Тасқожа да мына жаңағы екінші бүгін көрді. Екеуі де көшіп кеткен алла бәрі жоқ ол жерде деген. Населенный пункт 0 ол жерде деген. Әркімнің өзінің қазіргі малын барып, жекенің малын сол жаққа барып отыр. Егер де қазір айтса, мына жаққа қарай көшіп аламыз мысалы, біздің малын байжан көрміз сол жақта қараттар жақта мысалы. Сондықтан осының бәрін сіз зерттеп, мына жерде мына жиналысты жүргізген кезде сыйлауымыз керек. Ауданның әкімі жоқ уже, ауылымыздың әкімі жас жігіт отыр, жан-жақтан келіп неше сөз айтамыз. Бұл бала деген сайларыңыздар ма өздеріңіз? Осыған сендіңіздер ме? Неге осы жұмыстан кедергі жасаймыз деген? Анаған бер, мынаған бер, бүйтіп сөйтіп. Одан кейін бәрі керек, бәрі жүр. Міне біздің осы жерде отырғандарымыздың ешқайсымыз хабар жоқ тең туралы. Енді өткенде деген осы жерде ауданның құрметті азаматы бұрын Ашесай капитаны салған кезде Челесай, сол кезде салған кезде соның ішінде жүріп, соның ішінде инженер осындай дәрежеге өткен адам бүткіл керекті сұрақтарды жатыр. Қазір да кейінгі комбинат салып туралы айтып жатқан жоқ, оның тағы тыңдай кездесің ғой. Міне қазіргі таңда бұл кісімен мына жерде колледждің директоры отыр, мына профильный колледж отыр. Сол колледждің директоры отыр. Мысалы осы кісіге қандай мамандықтар керек, комбинат салынғаннан кейін бұл кісі қалып болу керек. Оған қандай не керек? Ол пожалуйста соған көмектесін. Ал келіп алып деген адам, я мысалы, бұл кісі не обязаны вообще деген. По идее, он спонсорскую помощь оказывается. Они должны свою работу делать. А теперь вы приходите, вы взбудоражили весь народ, что вода идет из речки, там, питьевой воде, угроза, и люди пришли поэтому. А вот сейчас я хочу сказать, где вот эти 640 человек, которые от имени нашего района, села, например, написали, там, 10 органов, которые вы только что говорите. Я тоже это заинтересован, я тоже здесь живу. Я тоже здесь хочу, чтобы у меня все было, да? Но это не значит, что мы должны все время препятствовать, да? И считаться с вашим мнением. А мнение народа, который, например, не имеет что здесь будет, какая угроза. А вы сказали, что угроза в питьевой воде. Поэтому перенесли же в прошлый раз, вы не дали даже высказаться. А сегодня, например, они пришли уже с конструктивным, в прошлом на технический совет, они пришли с конструктивными своими изменениями. На все вопросы ответили, да? Сегодня опять этот вопрос поднимается. На каком основании? Почему не уважаете ни себя, ни нас, да? Почему вы должны предусмотреть? Почему вы не хотите, да, чтобы когда какая-то не использована? Вот ты сейчас говоришь мне, раз. Сколько для тебя сделано? Сколько для тебя сделано? Ты просишь, ты сейчас уверенности сказать, все у тебя есть, да? Почему ты теперь не хочешь, чтобы это было у всех? Понимаешь? Чтобы была возможность. Ашаға слабым, жиналыс өтіп, жеке бармақта. Все, давайте не будем. Поэтому давайте, без всяких никаких переносов слушания не будет. Я начинаю, да? И хочу представить всех. И еще раз. До конца вид тыңдайсыздар или кетесіздер? Добрый день, уважаемые посещения, уважаемые гости. Во-первых, маленькая ремарка, может даже замечание. Вот сейчас какой-то вопрос возникает к нашим гостям. Если, как в прошлый раз на техсовете, которые обсуждали вопросы, и если презентация на том уровне была, то есть ряд вопросов автоматически отпал. Аверин сидит, это главный архитектор в прошлом района, и сейчас он продолжает работать, как надзор, то есть компетентный человек с
строительного образования. И у него вопрос возникает, почему? Потому что вы не дали, как в прошлый раз. Там было точно так же подробно. Вот в презентации начинают генпланы показать, как работает, как хранилище, как водоотстойники, как водопроводы, дробилки, все. И сразу автоматически тут вопрос будет уже, ладно, уже ладно, я могу сейчас отдельно объяснить. Да. Просто Просто сегодня это не предмет обсуждения, поэтому я не знаю. Нет, вопросы бы не возникали, просто маленькая ремарка, проще было. Вот, теперь по существу вопроса. Ну, Рахман Ильич сказала, здесь, по-моему, в зале никого нет, кто был в Кандаляче, кто работал. Нет, да? Только вы бывали, да? Поэтому в Кандаляче старшее поколение, может, и знаете, на слуху есть Чересайские посмотрительные руки, ЧФР, это была всесоюзная стройка, громадная стройка, ни районного, ни областного масштаба, весь союз там работал. Вот, строил его Чересайский стройтрест, так назывался. И в этом тресте я, молодой мальчишке, 28 лет, был начальником управления механизированных работ. То есть все, что строилось, были только мои краны, экскаваторы, бульдозера, все. То есть каждый объект, который строился, я лично там полностью это все дело наблюдал, строил, видел и запустил в эксплуатацию. Ну, чтобы представлять объем, ну, там ходили железная дорога была, там единственный по Тульской области был шагающий экскаватор знаменитый. То есть громаднейший объем был. И я скажу так, что ваше предприятие, которое сейчас будет разрабатывать карьеру, ну, по самым большим оценкам, 5% может составлять, а так 2-3% всего лишь составляет. То есть масштаб вашей работы, ну, реально, уважаемые коллеги, уважаемые односельчане, это мизер. Далее, по технологии, в прошлый раз мы разговаривали, я скажу так, что мы с вами давно в языке разговариваем, когда речь идет о технологии, это все нам знакомо. Вот, из присутствующих в зале я не уверен, что кто-то может отличить что-то ощелачивание, что-то выщелачивание, не говоря уже про гидролизный или флотационный метод в этих вещах. Вот. И степень влияния на экологию, соответственно, она, чтобы понимание было, она исходит из того, когда знаешь, что там происходит, как на экологию повлияет. У нас были, вот Завлечек Виктор сидит, он, зная мою, как говорится, биографию, зная мою историю, он первым делом перед слушанием встретились мы с ним, обговорили. И у нас возникло 10 вопросов было, 10 актуальных вопросов. Вот. Не было позиции, что там запрещать или наоборот разрешать, или еще нужно было обсудить. Мы их обсудили при первой встрече субъективно, на ряд вопросов, всех уведомляем, на ряд вопросов, на 7 вопросов ответили прямо сходу, сразу ответили, 3 вопроса зависло. На эти 3 вопроса ответов на тот момент не было. Вот. Но ребята взяли тайм-аут, обозначили время, сколько прошло, 30-40 дней, наверное, да? Не помню точно сколько времени, и приехали с полным пакетом документов и на все наши вопросы ответили. Вопросы были, один из основных вопросов, это был, ну там была неточность по гидрогеологии, небольшая неточность была, кто-то ошибочку допустил, там 0,5, слишком много воды получается, должно быть, такого дебита у нас нет. Вот, когда приехали представители Акпана, вот, профессионально сказали, что эта цифра нереальна, вот такая-такая. Вопрос о воде отпал, вопрос о сливе, будет или не будет, он автоматически отпал. Вопрос о выбросах в атмосферу, я его лично задавал вопрос, вот не вижу того человека, который взрослый мужчина у вас был, он конкретно на этот вопрос ответил всем присутствующим. Вот, вопрос о хвостохранилище и пруды отстойники, с какой процент испарения идет, все на все эти вопросы отпали. Вот. И практически, я думал, сейчас у нас особых вопросов не будет. Виталий Викторович, вы секундочку, я договорю. Вы эколог, нет? Вы эколог? Секундочку. Я не люблю, зачем я же вас не перебивал. Это пустые слова. Я же вас не перебивал. Я вас не перебивал. Экологи, каждый профессионал должен заниматься своим делом. Вот экологи, экологические экспертизы заниматься должны. Вот. Если вы посмотрите, вы же, по-моему, присутствовали на этих советах. Да, все нужные вопросы задали, теперь сейчас по людям начинаем. А почему мы там, на лопат? Для меня понятно. Теперь скажем так, чтобы не было здесь вопроса о субъективизме, там вот сейчас прозвучало, что там подпол или еще что-то. Я вам четко и ясно скажу. Я крайне, как руководитель сформирования, я крайне не заинтересован, что такая фирма работает. Я сказать не буду.
Почему? Потому что уже у меня один заявление написал, уже к ним уходит водитель. Я такую зарплату не в состоянии платить, мы все здесь все платим, все прекрасно понимают. Но я так не скажу никогда. Почему? Потому что не государственный подход будет, это не человеческий подход. И в первую очередь, если мы тут субъективно перейдем на такой уровень, это в первую очередь подорвет экономику нашего района, когда у нас хоть какие-то перспективы появились. Поэтому я говорю объективно и прошу всех здесь присутствующих относиться объективно, не уходить на субъективную сторону, а все вопросы, которые вы там задали, я думаю, что там не пустые слова. На все эти вопросы мы услышали ответы, все готовы нам ответить. Теперь мы же не видели, какие вопросы, насколько они актуальны, все эти вопросы. Я думаю, если есть необходимость, в частном порядке мы с вами их услышим. А сегодня уходить на вероятность, если то произойдет, а если землетрясение или еще что-то, ну это мое мнение, прав я или нет, здесь насельчане скажет, мое мнение нельзя уходить на субъективизм, вот, в том плане, в той ситуации, когда сейчас речь идет об интересах народа, об интересах нашего населения. Вот. И еще раз хочу обратить ваше внимание, вот Бигбулат говорит о ваша обогатительная фабрика, ваш карьер, это крайне небольшое для односельчан, совершенно незначимое в том плане, когда говорит там о пыли или еще что-то, и тем более мы все прекрасно здесь взрослые люди сидят, мы прекрасно помним, как автодорогу когда строили. Мои две машины без остановки ходили, лили, не считая этих турков, которые машины были. Без остановки лили, чтобы этой пыли. Ну разве об этом речь идет только о колесах, там кригера, скрипера, экскаваторы работали и заливали, как-то же мы выжили. То есть, если есть аргументы, я много раз повторяю, я не видел, что там, я думаю, что это там правильные все аргументы, но мы должны услышать ответ, но настолько неправильно, чтобы дать сейчас проголосовать и сказать, не будем. Настолько правильно, пусть это, говорится, на вашей совести лично останется. Повторюсь, моей субъективной заинтересованности, как и всех здесь присутствующих, абсолютно нет. Абсолютно нет. Мы сейчас не для того собрались здесь, чтобы это... Я в частном порядке, я свои слова скажу, которые я еще раз говорю, что кадровый состав мы, естественно, потеряем, но мы будем к какому-то компромиссу приходить с руководством. Я так полагаю, да? Потому что это и на прошлом техсовете я говорил, это нет. С нашей стороны будет негациация подход, если мы тут лапки колеса ни в коем случае не будем ставить. Пусть все будет объективно, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Все вопросы сняли, проголосовали, работайте, пожалуйста. Но вред, пожалуйста, не наносите, потому что самые лучшие специалисты у нас практически 3-4, может 5 сельхозтоваропроизводителей находятся. И, естественно, вы нас деньгами задавите. Ну что, для кого это секрет? Поэтому, как мы в прошлый раз говорили, вы говорили, что в основном все будут авторитеты, приезжие из других населенных пунктов. Просьба такая. Выдержать эти слова, как вы нам пообещали, наших людей не агитировать. Вот это, я считаю, что для всех сельхозтоваропроизводителей нет практически, я считаю, что это для всех значимый вопрос. Остальные вопросы, как я вот еще раз в начале ремарки сказал, вопросов будет меньше, гораздо было, если бы подробно. Просто я понимаю, о чем речь идет, потому что мы с вами и говорили, потому что для меня, как профессионала, который отработал 10 лет там, для меня это все понятно. А люди, может, чего-то не понимают, поэтому было бы проще. Ну, уже ладно. Хочу, чтобы мы здесь к консенсусу пришли. Но если мне вопрос, я готов ответить. Нет? Я вот. Вы задали вопрос? Нет, еще я. Спасибо, да. Да, Ал енді құрметті аудан азаматтары, құрметті қонақтар, енді аудан азаматтары мені таниды, дегенмен қонақтар таныстырып өтейін. Аудан орталығы ITTV көпсалалы колледжі бар. Мен сол колледждің басшысы боламын. Жемқорлық мақсат салтанат болады. Техника ғылымдарының кандидатымын. Жалпы бұл ғылым саласында біраз еңбектерім бар, жалпы түсініп отырмын. Қысқаша бір ойымды айтып рұқсат етіңіздер. Бұл жерде көптеген ағаларымыз менде ойларын айтып отыр. Жалпы көп бар, пікірі дұрыс, дегенмен де әркімнің өз ойы бар. Оған да келісіммен, түсіністікпен қарау керек деп есептеймін. Мен бір байқап отқан қара көз, қандай өзіміздің үлкен азаматтары алдымызға келіп, елдің үлкен ағаларының алдынан рұқсат алып, былайға бір бата тілеп келіп отқан азаматтар сияқты. Меніңше бұл проекттің жобаны қолдау керек деп есептеймін. Өйткені біз алда ұмытатын болсақ, 21-ші ғасырлар күндері өтіп жатыр.
аудан дамысын десек, аудан экономикасы дамысын десек, аудан мәдениеті дамысын десек, ғылымы дамысын десек, ауданның көші-қон саясаты тұрақталсын десек, ауданда жаңағы көп жағдайлар дұрысталсын десек, бұндай жобалар көптеп елге келу керек. Сондықтан да бұл жоба меніңше өте дұрыс жоба, тем более шаруасы өте көп, қиын жоба былай айтқанда. Ол бір темірге жалғайтын сварка емес, бұл жердің астынан бірнеше километрден алтын шығару деген бұл мыңның қолынан келмейтін жоба. Мысалға қарағанда ертең Ақтөбе облысында, Әйтеке ауданында осындай кен орны дегеннің өзі біздің аудан үшін үлкен баға береді деп есептеймін. Яғни біздің ұрпағымыз, біздің жастар сол саланың маманы болады деп есептеймін. Яғни ауданның мәдениеті, білімі деңгейі, өсу деңгейі басқа деңгейге өтеді деп есептеймін. Ол әрине бүгін ертең өзгеріп қалмағанмен, но болашаққа соған келеді. Сондықтан да жаңағылар айтып жатыр, мысалы хромдауды мысал алып жатыр, ауылдың ішінде тұр, хром деген шығарып жатыр. Азырқес қаланың ішінде тұр, ішінде көшіп жатқан ештеңе де жоқ. Бірақ неке жобаларын айтып жатыр, дегенмен жобаларында әлі де толтыратын жерлер бар болар. Дегенмен оның келесі есінде пысықтап жеке қабылдауларда, жеке тағы кездесулерде түсіндіре береді ғой деп мен есептеймін. Сондықтан да біздің Әйтеке көпсалалы басшысы ретінде өзінің коллективінің алдына өткен, ағалардың да бір алдарына өтіп осы ұсынысты айтқан, қай кезде де сізге қолдау береміз. Бізге де қолдау беріңіздер. Әркез сіздерге мамандар дайындауға, біліктілік арттыру курстарын өткізуге, база бойынша қағидат қандай көмектер керек болады. Бізге сіздерден біз әрқашан сіздермен ынтымақтастықта жұмыс жасауға дайынбыз. Алайда ауылдастар, мүшелері, мен Алмас ағайдың айтқанын өте қолдаймын. Жақсы айтты кісі. Мынау бүкіл проблема, бүкіл осы непонимание между нами, между компанией и населением, потому что нет полной информации. Вот ваши представители, ваши экологи здесь сидят, но независимых экспертов нету здесь. А вы, это просто наше понимание, мы не специалисты, мы свою позицию говорим, да? Это все хорошо, все нарисовано, красиво показывали здесь, и в Акимате показывали, но нет специалистов, которые наши интересы, наши проблемы экологи выступили. Вот один момент, да. Поэтому у нас вот до сих пор идет это непонимание. Я не против инвестиций, мы за. Я сам в свое время, да, один из первых зверохозяйств, я первый зверохозяйство открыл в свое время. Я сам подполковник в отставке, участник боевых действий на Горном Карабахе. Зверохозяйство открыл, сам военный, открыл зверохозяйство. И пошло мне. Приезжал Шалбай Калмуханов, знаете, такой был Аким области, глава районных администраций, семинары я проводил. Первый магазин коммерческий открыл, кто здесь? Я открыл в свое время. Я это все знаю, бизнес нужен, надо развивать, но не в ущерб населению. Экология с каждым годом все хуже. Вот же Агай Шекпалова вышел, вот в Ақтөбе, в городе завод. А что, в городе экология хорошая, что ли, в Ақтөбе? Скажите, экология в Ақтөбе очень скверная, загазованность и все остальное, и заводы все засоряют. Храмдал, что экология хорошая, что ли, вода какая там? Инвалиды там, извините, вы говорите, но не заговаривайтесь. Да, аллергия, болит, ждет. Вот весь ряд, первый ряд, да, все госслужащие. И я смотрю, население молчит и выступает, потому что все заинтересованы, да? Ну, это? Ну, не госслужащие, допустим, там. Но, тем не менее, здесь какой-то интерес. Виталий Викторович, все-таки от Акимата все-таки какой-то зависимости. Ну, есть определенная зависимость, поэтому свою позицию не можете сказать. Заурбек, он тоже чиновник, он отпрыгнул, поначалу здесь он грудь стучал, сейчас он уже все позиции. Сама. Поэтому я вижу, на халықтың сөйлеп отқан 630 адамның қолын жинадық. Мы были и 5000 собрали, если время, у нас не было времени. Почему вы думаете, народ что, глупый что ли? Просто давайте сделаем так. Вот эколог попросила проектную документацию. Она независимый эксперт, один из лучших экспертов в Казахстане. Мы с ней вот на связи. Просто она
не смогла приехать, потому что у нее объем работы. Вот. Если мы все точки над «и» поставим, экологи наши приедут, перед населением все выскажут, да, вы недостатки устраните, ради Бога, пожалуйста. Но не так же, вы об одностороннем порядке Какие? Ну, эколог то, что... Да, на эти недостатки сам не эколог могу ответить. Так, дайте я до конца термин договорю. В общем, проектно-сметная документация. Проектно-сметную документацию мы проведем юридическую экспертизу. То, что положено, можем предоставить, то, что не положено, то, что предоставить. А зачем тогда вот эти слушания? Уважаемые, вы сами бизнесом занимались, знаете, что такое коммерческий интерес. Если вы вы знаете, что такое коммерческий интерес, представляет, мы предоставим то, что не представляем. Да. Мы, допустим, против того, что завод даже строился возле речки. Перенесите его в другое место. Отведите землю, попросите в сельсовете. Вообще в другом месте. А вы и карьер, и этот самый завод, и тут речка. И это не было души? Твое личное мнение. Это не мое личное мнение. Это многие население. А вот тут потом раз заговорит. Перебегать. Кто-то заинтересован в юридические экспертизы, которые проводим общественные слушания. Общественные слушания проводятся согласно статье 96 для ознакомления населения с намечаемой деятельностью. Мы знакомим население, какие ожидаются выбросы, какое воздействие будет от этой деятельности последующей. Мы берем добро, проходим, это требование экологического кодекса. Дальше, после этого общественных слушаний мы не пойдем, разрешение не получим, мы направляем проектную документацию в Департамент экологии по Актюбинской области. Там проходит государственная экологическая экспертиза, где у нас запросят этот же протокол общественных слушаний сегодняшний. Проверить все замечания и предложения, которые были вынесены сегодня здесь, согласно протоколу. Департамент экологии тоже эксперты сидят, госэксперты, они никому, ни к нам, ни к вам, они смотрят согласно установленному экологическому кодексу проектной документации. Требуют тоже согласно закону. И мы это проходим экологическую экспертизу. На данный момент проектная документация находится на экологической экспертизе в Департаменте экологии. Мы не выдаем свое заключение как частное. Мы проектировщики, мы разрабатываем, приводим в соответствие с законом эту документацию. Дальше Департамент экологии проверяет ее на соответствие либо несоответствие, дает замечания. Если мы устраняем согласно закону, то нам выдают разрешение. Если мы не исправляем замечания, то мы повторно идем на экспертизу экологическую. Без этого никак. Вы говорите, у вас есть там эксперт, да, есть, возможно, есть, мы его как бы не знаем, мы готовы с ним поработать, как бы обсудить. Мы тоже своего рода эксперты, как и она. И также есть эксперты в департаменте, государственные эксперты. Так что вы не думайте, что вот на этом общественном службе все сейчас пойдут удовольствие. Еще есть очень большой путь, который нам нужно проходить всем. Это согласование проектной документации. Это только часть пути. Из 20 шагов мы один шаг сделали только, провести общественные слушания. А еще у нас есть 18 шагов, где нужно нам согласовать с каждым государством, с экологией, ЧС и так далее, всю эту проектную документацию. Спасибо. Келесі беріп жаңағы неге шықтық сайтта независимый экологи не бар сообщество. Содан сұрадық, адам сол бір адам жаңағы шықты. Заработал определенный адам. Я мынау енді елге солардың игілігі ғой. Әр уақытта сол Құдай қолдап істерді, алға бассын. Ал енді көп сұрақ деген ол керек емес. Қорытындылай осыменен. Қалай қарсы емессіздер? Алға көтерейік қарсы. Ағайын бір қорытындылайтын сөз. Біріншіден рахмет. Жаңағыдай сұрақ қойып, мына елдің қамын, жердің қамын ойлап жатқандарыңызға бұл өте жақсы. Оштайдан Виталий Викторович, когда мы в прошлый раз встречались, была такая фраза «все решает наука». Да? Мы все решаем по науке. Здесь нет такого, что я хочу вот там, допустим, я сделаю. Нет. Наука, если скажет, можно, делаем. Если нет, нет.
это наш риск большой, потому что мы вкладываем большие деньги в этот проект. Завтра, если что-то пропадет, вот Заурбек Жацбекович правильно говорит, придут к нам люди с вилами и скажут, останавливаем производство и уходи. Это для нас большой риск. Поэтому эти вещи мы 10 раз перепроверяем. Поэтому и делаются для этого проекта. Поэтому экологи это все объяснили. Вот. Енді жаңағы колледждің директоры сөйлеп айтып кетті ғой, дұрыс айтады, алтын жаңағыдай қазба жұмыстарын жүргізу, алтын өңдеу ол оңай жұмыс емес, біріншіден, оны сіз түсінгеніңізге өте рахмет, амансыз ғой. Біз сіздің хатыңызды алдық, алдында бізге келді, біз енді айтатын шығарсыз, демей жатыр компанияда, біз үндемегеніміз, біз мына жұмысты жүргізуіміз керек. Сосын бірге отырып келісуіміз керек, жаңағы Заурбек ағамыз ұсыныс берді, жаңағы двойное обучение дейтін бар. Келісейік, қандай мамандықтар бізге керек, қандай не дайындай аласыз, қандай жаңағы материально-технический снабжение не керек, соны отырып, оны сөйлесеміз алдағы уақытта. Біз мына бірінші құжаттарымызды дайындалайық. Сол құжатсыз, вы как бы на птичьих правах. Мына қазір айтылып жатқан әңгімелер, ол құжатпен де әңгіменің керек. Сондықтан үлкен рахмет. Енді біз енді мына жаңа ағамыз батасын берді, айтып кетті, ағамыз беріп жатыр. Біз енді тырысамыз. Бізде осы елден шыққан енді оқуымыз бар шығар, бірақ елден шыққан қазақ балдарымыз. Қолымыздан келгенше тырысамыз. Мына жаңа айтып жатыр, неге көмектесесің деген біз біраз көмек бергенде жаңағыдай меморандум жасап, халыққа көрсетіп, жария жасап, солай жасайық, бірлесіп. Бізге де ол қызық емес, мысалы, үндемей сол масынан бере саламыз, ол дұрыс емес. Біз оны дайынбыз. Мешітке ремонт жасайық, мысалы, енді мешітке бәріміз барамыз ғой. Ол мешітке ремонт жасаған дейді, біз демеушілік емес, ол біздің ниетіміз жаңағыдай, Алла разы болсын. Сондықтан рахмет, үлкен жаңағыдай келіп, уақыт бөліп осылай бізге бата бергеніңіздеріңізге рахмет. Құрметті ауылдастар, біраз уақыт алдық, біраз сұрақтар қойылды. Ол сұрақтарға тұшымды жауап алдық деп ойлаймын. Жаңа кішкене ғана мен де қорытпай жіберейін. Осы күнге дейін Виталий Викторович кабинетінде, одан кейін аудандық қоғамдық кеңестің төрағасы Равшан Османұлының төрағалығымен, абоненттің қатысуымен осы сұрақтар талқыланған еді. Жарасың Османұлы айтты, сол кезде сұрақ қойып жауап алды, неге қайталап отырмыз деп. Бұл қайталану керек, себебі ол жерде барлық адам қатысқан жоқ, ол бейресми ғана болды. Қазіргі таңда міне барлық сұрақтар, жауаптар бәрі жазылып жатыр, тікелей эфирде ертең әркім соған кіріпті, қандай сұрақ қойды, қандай жауап алды, барлығын қарай алады, хаттама толтырылады. Сол себепті жаңа демеушілікке қатысты айтып жатыр. Енді бұл жерде оған қатысты сын пікір айтуға келмейтін сияқты меніңше. Ол берген сол білмеу керек деген сияқты, ол өздері біледі ғой, бере ма, бермей ма, тағы ол жағын адам ретінде біздер сұрамаймыз. Ал енді жаңағыдай қосымша ешқандай сұрақтар болмаса, осы қоғам тыңдалым өтті деп қол көтеріп дауыс берейік. Ендеше қоғам тыңдалым өтті, барлықтарыңызға қатысқандарыңызға рахмет. Дендеріңіз сау болсын. Аман болсын.